Түркістан ер түріктің бесігі ғой, Түркістан екі дүние есігі ғой. Армысыздар құрметті көрермен, бүгін эфирде түрк топырағында дүниеге келген Құл Қожа Ахмет Яссауи тақырыбында болмақ. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі Мұхитдин Исаұлы және де Мұхан Исахан ағамыз. Қош келдіңіздер ағалар. Қожа Ахмет Яссауидің діни көзқарасы және исламдағы орны қандай? Осы жайлы айтып берсеңіз. Бисмилля деп айтайық. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кітабында Бисмилля деп бейен ейлей хикмет айтып, талиплері дұры гауһар сашты мена дейді. Яғни Қожа Ахмет Яссауи бабамыз ендеше әр сөзін Бисмилля деп бастаған. Ол енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар, кім Бисмиллясыз бастаса, ол оның берекесіз болады, әбтар деп атаған да. Ендеше орны қандай деген уақытта оның бұндай кісілердің әрқайсының өзінің орындары болады да. Бұның тасауфта болсын, жалпы исламда болсын, ислам тарихында болсын. Ислам тарихта орнын алып қарайтын болсақ, ол әрине деректерде кейде Меккеге барғандағы Қожа Ахмет Яссауи бабамызда айтылады, яғни араб елдерінде де болғандағы айтылады да. Бірақ дей тұрсақ та Қожа Ахмет Яссауи бабамыз деген уақытта, Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз деп аты аталған уақытта, бұл жерде әрине Түркістан деп отырғанымыз түркілер бізге еске түседі. Түркілердің әулесі ретінде еске түседі. Ал енді жалпы халық ретінде де Қожа Ахмет Яссауи бабамызда сол Әзірет Сұлтан деп атайды да бұны. Әзірет Сұлтан деп отырғанда сол түркілердің ішінде әулесі болса да, Әзірет Сұлтан деп отырғаны әулиелердің сұлтаны деген. Бұның яғни өзінің шәкіртінде кітаптарында жаңағы көңілдердің айнасы деген кітабында да ол Құтбул Ақтаб деп аталады да. Құтбул Ақтаб деп отырған сол әулиелердің әулиесі деген тұр. Оны бәлкім әңгіме барысында айтармыз. Сондықтан ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жалпы түркілердің ішінде орын үлкен. Түркілер кімдер дейтін болсақ, түркілер мұсылман болған уақытта ол оның бер жағы, ар жағына қарасақ Сұлтан Бейбарыс, одан кейінгі мынау Селжүктар, одан кейін Османлылар, бер жақтағы Алтын Орда болсын, тіпті бер жақтағы кейінгі Қараханеттер дәуірінде болсын, бер жағында Қазақ хандығы болсын, осы тұста қай бұл тарих қозғалған уақытта сол тарихтың ішінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың айтылып кетпейтін жері жоқ та. Сондықтан осы тұрғыдан алған уақытта Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың орны үлкен деп өз басым айта аламын. Қожа Ахмет Яссауидің діни көзқарасы ол қай мектепке негізделген деген мәселе Яссауитану ілімінде әлі күнге дейін талас тартысты. Қожа Ахмет Яссауидің діни көзқарастарын мынау фих мәселесі бойынша, Шафи мазхабы бойынша қалыптастырған пікір анау Заки Вали тоған қазіргі уақыттағы мынау Санкт-Петербург университетінің зерттеушісі Филов бұрыннан айтып жүр бұл пікірлерді. Қожа Ахмет Яссауидің кейбір көзқарастары мына Карматия Исмаилия бағытына негізделген деген пікірді де айтушылар бар. Қожа Ахмет Яссауидің діни көзқарасы мына Муайдия, Қайсани Муайдия деген ағым болған. Сол Қайсани Муайдия аға негізделді деген пікірде мына Закария Жандарбек, Әшірбек Муйниб сияқты зерттеушілердің тарапынан айтылып жүр. Одан бөлек Қожа Ахмет Яссауидің діни көзқарасы өзінің әулеттік шежіресінің негізінде қалыптасты. Қожа Ахмет Яссауидің бабалары ислам діні осы қазақ топырағына алғаш алып келген баптар болып саналады. Исламға есік ашушылар. Осы әулеттік діни ұстаным негізінде қалыптастырған пікірде айтушылар бар. Жалпы Қожа Ахмет Яссауидің шығармашылығына қарап отырып, біз оның діни көзқарастарын қалай қалыптасқан, қандай арнада жетілген зерттеп отырып айтуымызға болады. Осы күнге дейін Яссауитану іліміндегі ортаға шыққан еңбектерге қарап отырып, біз оның ақидалық діни көзқарастарға сол Матруди ақида мектебіне негізделді деп айтамыз.
фихтық мәселе бойынша мынау 1901 жылы Қазан қаласында шыққан Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет жинағы бар. Сонда Қожа Ахмет Яссауи Абу Ханифа Масхабын мақтайтын хикметтер айтады. Қожа Ахмет Яссауидің халифаларының бірі Сүлеймен Бақырғани Хаким ата. Мынау Абу Ханифа туралы Манахов деректерде айтылатын жаңағы алма оқиғасы бар ғой, сол туралы арнайы дастан жазған. Осыларды қорытындылай келе оның фихт көзқарастары Абу Ханифа Масхаб негізінде қалыптасты деп айтуымызға болады. Ал енді сопылық көзқарастарына қатысты ол да бір тартысты. Қожа Ахмет Яссауидің өзінің шәкірттері жазған еңбектерде Сухравирдия тарихаты негізінде қалыптасты деген пікір айтылады. Мына орта ғасырда жазылған Рашахат сияқты еңбектерде мына Жүсіп Қамадани деген үлкен сопы тұлға болған, соның шәкірті деп айтады. Оны жаңағы Ходжагания тарихаты дейді. Кейінгі уақытта аттары Ғиждауания, Бахауд Нақшбани деп айтыла бастады. Соғыс тарихаттардың негізінде іздері жатыр деген деп пікір айтылады. Енді бұл да бір талас тартысты пікір Яссауитан ілімінде. Әр ғалым өздерінің сол деректік ортаға қойған деректердің негіздерінде өзінің көзқарастарын жан-жақты дәлелдеуге тырысқан. Қожа Ахмет Яссауиді жалпы Сухравирде болсын, ол жаңағы Жүсіп Қамарайдың шәкірті болсын, біз Ахлу Сүнна уәл Жаманың ішінде болған деп есептейміз. Шиғалық бағыттағы сопылық ағымдар бар. Олардың элементтері Қожа Ахмет Яссауидің шығармашылығында кездеспейді. Мынау Ишракия, Нематуллахшылар, Нұрбақшия, басқа да жаңағыдай Әулауие, Муджахилия деген сияқты Ахлу Сүнна уәл Жаманың сыртына шығып кеткен сопылық тарихаттар болған. Олардың діни көзқарастары Қожа Ахмет Яссауидің шығармашылығында кездеспейді. Сол себептен біз Яссауидің сопылық ілімі ол Нақшбанди болды ма, Сухравири болды ма, дәл кесіп айту қиын, өйткені әртүрлі деректер бар. Бірақ Ахлу Сүнна уәл Жаманың негізінде қалыптасты деп есептейміз. Яғни Қожа Ахмет Яссауидің діни көзқарасының үш бұты бар, үш аяғы бар. Ол ақида бойынша Матурди, фиқх бойынша Абу Ханифа Масхабы, ал сопылық ілім бойынша сол Ахлу Сүнна уәл Жаманың негізіндегі сопылық мектептерден нәр алған деп есептейміз. Яғни енді мысалы көпшілік Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет деген ғана шығармасы арқылы біледі. Басқа қандай шығармалар бар, осы тұрғыда айтып өтсеңіз. Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет шығармасының өзі бұның өзі атына байланысты Яссауитан ілімінде біраз әртүрлі пікірлер айтылады. Диуани Хикметтің қазіргі уақытта ең алғашқы қазір ғылыми айналымдағы нұсқалары сол 16 ғасырға тән. 16 ғасырдың басында шайбанилар мен қазақ хандарының арасында болған талас-тартыстар кезінде мына Мехман-нама Бұхара деген Өзбек хан Мұхаммед Шайбаниға еріп Түркістан қаласына келген, Қожа Ахмет Яссауиға зиярат жасаған. Сонда Қожа Ахмет Яссауидің сондай өлеңдер жинағы бар, сопылық жанрда жазған. Оның аты тарихат әдебі деп айтылады деп көрсеткен. Диуани Хикмет деп айтпайды ол жерде. Диуани Хикмет деген кейінгі уақытта қойылған ат сияқты. Диуани Хикметтің өзі атауы. Ал енді Диуани Хикмет енді халықтың арасында кең тараған шығармасы, одан бөлек көптеген еңбектер болған. Жаңағы 19 ғасырдың аяғында мынау татар ғұламалары Яссауи іліміне біршама зерттеулер жасаған. Сонда Қожа Ахмет Яссауи мына Диуани Хикметте біз енді жаңағы қазіргі Диуани Хикмет анау 15-16 ғасырдың басында Өзбек хан жаңағы тарихат әдебі деп айтып отырмыз. Бірақ өзі оны дәптер сәни деп айтады. Диуани Хикметте екінші дәптер деп айтады. Екінші дәптер деген атқа қойылуына байланысты ғалымдардың арасында әртүрлі пікірталастар бар. Жаңағы бірінші дәптер Лауқал Махфуз, бұл жерде екінші дәптерде өзінің хикметін айтып тұр деген пікірлер де айтылады. Ал бірақ енді татар ғалымдары айтады, Қожа Ахмет Яссауидің бірнеше шығармасы бар. Дәптер әуел деп бірінші дәптер ретінде Фахрнама деген еңбегінде айтты, дәптер сәни деп осы Диуани Хикметті көрсеткен. Енді одан басқа да жаңағы қазіргі уақытта
миғражнама жаңағы деген сияқты, құдыратнама деген сияқты еңбектері, тарихат әдептері деген сияқты еңбектер қазіргі уақытта табылып жатыр. Бір Яссауидің шығармашылығындағы бір қызықты бір жағдай, қазіргі уақытта мынау Миратул Хулуф деген еңбек бар. Қожа Ахмет Яссауидің Мұхаммад Данышпен Зарнуқи деген шәкірті болған. Соның атына телінген еңбек болып саналады. Бірақ сол шығармаға қарап отырсаңыздар, Мұхаммед Данышпен Зарнуқи шәкірттері болып Қожа Ахмет Яссауи ұстазына сұрақ қояды. Қожа Ахмет Яссауи жауап береді. Соның жауаптарын хатқа түсірген. Бұл енді бұл шығарманы екеуіне де телуге болады. Тек Мұхаммед Данышпен Зарнуқи емес, ол кітаптың аты Қожа Ахмет Яссауи да. Өйткені сол жердегі сопыл пікірлердің негізгі дені Қожа Ахмет Яссауидің атынан шығып тұр. Қожа Ахмет Яссауиден кейін өмір сүрген кейбір сопылардың да көзқарастарын еңбекке кіргізген, бірақ негізгі ол жердегі сопыл көзқарастар Қожа Ахмет Яссауидікі. Сондықтан Мұхаммед Данышпен Зарнуқидікі ғана емес ол еңбек. Ол еңбек жаңағы Қожа Ахмет Яссауи деп те айтуымызға болады. Одан басқа да кейінгі дәуірде жазылған еңбектер бар, Яссауи тарихатының өкілдері жазған. Онда да зікірге қатысты, намазға қатысты, дүниенің жаралысына қатысты, жаңағы бір сопының қоғаммен қарым-қатынасы қандай болады деген мәселеге қатысты, кемелденуге қатысты көзқарастарда Яссауи тарихатының өкілдері Қожа Ахмет Яссауидің пікірін негізге алады. Қожа Ахмет Яссауидің көрсеткен сопыл қойған қағида ережелер бар ғой, соны басшылыққа ала отырып ары қарап соның шархын жазады. Сондықтан Яссауи тарихатына тән әрбір шығармада Қожа Ахмет Яссауидің орны бар деп айтуымызға болады. Яға Мұхитдин ағамна, Мұқан ағамыз бүкіл шығармаларда тоқталып өтті ғой. Сіз енді осы Дивани хикметтің ішіндегі философиялық ойлар және дегі құндылықтар жайлы айтып берсеңіз. Дивани хикметі айтылып дәптер сәни деп отыр ғой. Кейбір деректерде оны ол екінші кітап дегенмен де екінші кітап ретінде оның мынау қылыветке кірген уақыты, яғни 63-тен асып жер астына кірдім дейді. Өлеңдерден айтады. Сол жерде бастап жазылғандығы туралы. Ендеше оның Қожа Ахмет Яссауидің өмірін екіге бөліп қарауға болады. Біреуі 60 жасқа дейінгі жер бетіндегі өмірі жалпы. Одан кейін ары қарай қылыветтегі, яғни сол медресесіндегі өзінің ханақасындағы былай қарағанда оқшауланып, елден, халықтан оқшауланып, сол жерде тек қана сол құлшылыққа берілгендігі, былай хикметке берілгендігі уақыты содан бастап. Яғни ол 63-ке дейін былай қарағанда дайындық көрді, сол осы дәптер сәниді жазуға. Содан кейін барып сол осы дәптер сәниді жазды дегенде осы пікірлер бар. Негізі өз басым мен осыған қосыламын да. Өйткені сол уақытқа дейін толды дағы, енді содан барып ары қарай соны жазуға кірісті. Бірақ жазғанда да бұл кітаптарды енді бастан аяқ бір отырып, бір ғылыми шығарма ретінде жазды деп өз басымда айта алмаймын. Бәлкім сол ары қарай сол жердің астында, яғни медресесінде өзінің ханақасында 60 жылдай өмір сүрді деп айтылады онда. Сонда сол 60 жылдай өмір сүрген уақытындағы аралығындағы өзінің сол былай қарағанда шабытпен, аянмен жазылып отырған бір кезеңдерде. Бәлкім бұландай да болады да, яғни ол арасында сол жазылып отырады. Сол уақытта сол шәкірттері соның өлеңдерін, хикметтерін жаттап, жан-жаққа таратып отырғанда, былай қарағанда. Сондықтан бұның хикметтері әрине баста бісміллямен басталса, әрине Аллаға деген махаббат, пайғамбарға деген махаббат, пайғамбардың хадисінде кімде-кімнің өмір көші Алла үшін және пайғамбар үшін болатын болса, онда оның өмір көші Алла үшін және пайғамбар үшін болады дейді. Ендеше бұл хикметте сол ислами, жалпы исламдағы нәрсе бар, өзі жалпы исламдағы ғалым деп кімді айтамыз дегендерді. Пайғамбар саллаллаху алейхи фақиху фид-дин деп хадисінде айтылады, яғни фақих болған адам дінді түсінеді дейді. Фақих болмаған адам дінді түсіне алмайды. Фақих деген кім деген уақытта ол бүгінгі таңдағы әлгі бір шариғатты білетін адам деген сөз емес. Фақих деген сөз ол исламды түсінген адам деген сөз. Яғни адамда жалпы білу бар, түсіну бар, тұшыну бар, оғыну бар да. Мысалы, оғыну бар, тұшыну бар да. Сол тұшынғаннан, оғынғаннан адамда бір фих деген
нәрсе туады да. Яғни бір хадисті алып қараған уақытында немесе бір аятты алып қараған уақытта соның ішіндегі рухын сен түсініп тұруың керек та. Сол мысалы хадисшілер бар, кез келген бір хадисті берген уақытта ол пайғамбарымыздың сөзі ме сөз емес пе екенін сол сөзден білінетін болған. Яғни оның силсилесінен рауилерден емес, сол хадистің өзінен ақ біліп тұратын болғанда бұл пайғамбардың сөзі ме сөз емес пе екендігі туралы. Ендеше осындай бір кісілерді фақих деп айтады да, ғалым деп те осындайды айтады. Ол исламның яғни рухын түсінген адам деген сөз да. Жүрек көзі ашық. Иә, жүрек көзі ашық деген сөз. Яғни адамның өзінің санасы болады, санада ілім жинайсың. Дәл сол секілді де жүректе де сана болады да. Яғни 40 мың нейрон болады, оны енді ғана тауып отыр. Хазіреті әлімде сөз бар, ақыл жүректе болады деп айтады да. Сонда осы жүрек санадағы әлем сол жүрекке түскен уақытта, жүректен де оның ар жағында рухани әлемнен екеуі ұштасқанда ғана, яғни аян арқылы ұштасқан уақытта осы жерден сол фих арқылы, фих болғаннан кейін одан ары қарай сосын хикмет туады да. Құранда да мағынасында кімге хикмет берілсе, оған көп нәрсе берілген деп айтады. Пайғамбарымызға да сол Құранда да айтқанда да пайғамбарларға жаңа кітап берілді деген уақытта олар хикмет берілді деп айтады да. Ендеше хикмет деп отырғанда осы да, яғни бір аятты алғанда оны түсінеді, фих болады, фахих болады. Сол түсінгеннен хикмет туады да, бір аятты алып барған уақытта. Оны құр бастан ана жерде былай депті, ана ғалым былай депті, мына ғалым былай деп емес. Сен өзің солардың бәрін ішіп алғаннан кейін, жаңа жұтып алғаннан кейін, содан барып осы хикмет туады. Ендеше бұл хикмет деп отырғанымыз сол исламның негізгі өзегі, негізгі соның бір жаңағыдай бір жемісі деп айтуға болады да. Бұл хикметтің ішіндегі. Сосын бұл хикметті айтып отырған уақытта ол тек қана бір жалаң тұрда айта қоймайды. Бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз өзінің өмірінен қалай өткендігін туралы практикасы арқылы береді. Мысалға біз айтатын болсақ, бір дінтанушы ретінде ана жерде мынау бар, мына жерде мынандай бар да факттарға сүйеніп айта саламыз да. Ол сонымен бітеді ол. Сен жеке өзің өмірің деген уақытта мен өмірімді араластырмаймыз да. Біз теолог маман ретінде айтамыз. Ал Қожа Ахмет Яссауи бабамыз ол өзінің өмірінен мысал келтіреді да. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху өміріне мысал келтірген секілді. Яғни пайғамбарымыздың сүннетін қалай жандандырды, сол жандандырған өзінің өміріне мысал береді. Негізінде сен өзінің өміріне мысал берген уағыз ғана әсерлі болады да. Ал құр жалаң бір теологический ғана айтып қоятын болса, басқа қалсаң, ол бір әшейін бір мәлімет ғана болады да. Біздің негізде өзіміздің айтатынымыз сол мәлімет ретінде айтамыз. Ал бірақ фақихқа қарай бойлау, фақихтан барып хикметке қарай хаким болу, ол екінің бірінің қолынан келетін нәрсе емес. Ол ихсанға қарай барғанда ғана ол айтылатын әңгіме да. Яғни ендеше исламда айтқан адам ол ихсанға бармай, жүрек көзі ашылмай, ол исламда айтқанның барлығы тек мәлімет ретінде ғана. Мысалы біз имам Ғазали туралы айтамыз, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз туралы, бұлардың барлығы тек қана мәліметтер да. Ал Қожа Ахмет Яссауи бабамыз болатын болса, ол өзі сол хикметін исламның, яғни Құран мен аят, Құран мен хадистердің соның ішінен өзінің бір содан түсінген хикметін осы кітаптарда өзінің өмірінен қалай өткендігі туралы мысал келтіре отырып айтылатын бір хикмет деп айтуға болады да. Мұхаммед Мұстафа. Шариғатта хикметі ташриға деген ілім бар. Хикметі ташриға деген ілім шариғаттың хикметтерін паш ететін, даналығын түсіндіретін ілім болып саналады да. Шариғат деген негізі үкімдерден тұрады ғой, жаңағы парыз, сүннет, уәжіп, мұстахаб, мұбах деген. Енді несімен қай амал абзал, несімен құнды, несімен жаңағы ол аса зәру, ол нәрсені даналығымен түсіндіру бар да. Қожа Ахмет Яссауидің Мұхиддин ағамыз дұрыс айтып отыр. Қожа Ахмет Яссауи осы шариғатты дивани хикмет деп айтатын себебі сол. Ол хал хикмет ілім деп айтады, Қожа Ахмет Яссауидің ілімінде. Ол жаңағы мысалы намаз туралы хикметтер бар. Ол жерде намаздың үкімдерін айтпайды, намаздың хикметін айтады. Намазды шынайы ықыласпен, ынты-шынтымен оқудың жемісі қандай болады? Ауыз бекітіп ораза тұтқанның үкімін айтпайды. Ол жерде соны ұстанған шынайы Алла тағаланың разылығы үшін ұстаған адамның қандай нәтижеге қол жеткізеді, соның хикметтерін паш етеді да.
және паш еткенде де жаңа мұқин ағамыз дұрыс айтып отыр, өзінің басынан өткен халі бар, ол рухани халі. Сол халін негізге алып отырып түсіндіреді да, қалай рухани азап шекті, оның қандай ләззатқа бөленді, соның хикметін өзінің халін басынан өткерген жағдаймен соны мысал ретінде негізге алып отырып түсіндіреді да. Қожа Ахмет Яссауидің ілімнің мынау басқа еңбектерден құндылығы осы жерде. Жаңа ақпаратты жай айта салу болады, ол жалаң санатта. Ал енді сол ақпаратты, діни ақпаратты, құндылықты қалай өмірде ұстанды, бір мән ретінде оны қалай басынан кешірді, оның жаңағы ләззаты қандай болды сезінген, нәтижесі қандай болды, оны олай жеткізу жаңағы рухани мақамдардан, халдерден өткізіп барып оны паш ету. Жаңағы фақих деген айтып отыр, пікір жүрек көзі ашық адамның сезінген нәрсесінің ең соңғы ортаға қойған пікірі да. Шариғат ілімінде мынау қази болады, ахун болады, жаңағы молда болады, фақих болады, хаким болады, мұштахид болады. Соның ішіндегі жаңағы хакимдердің бір ерекшелігі ол хикметін айтып бере алатын адамдар. Үкімнің ортаға қойған бір нәрсенің, діннің атынан қойылған бір үкімнің оның хикмет сыры неде, бізге көзге көрінбейтін бір сырлар болады. Соны кодын білетін, соның сырын ақтарып бере алатын адамдарды хаким деп айтамыз да. Қожа Ахмет Яссауидің жаңа ілімі негізі осы хикметке негізделген, хакимдікке негізделген деп айтуымызға болады. Бүгінгі таңда да мысал келтіруге болады да. Біз енді мәлімет ретінде шариғатты білеміз, мысалы да. Бүгінгі кезде әсіресе жастар болсын, соңғы осы 90 жылдардан бері 30 жылда алып қарайды деген сияқты, қайта келдік дегендей. Бірақ бүгінде қарап көрсең, оқып келгендер өте көп та, және уағыздар да өте көп та, айтылып жатқан уағыздар. Кез келген уағыз, не уағыз, бүкіл интернет қарасаң, тіпті әлі жасанды интеллекттердің өзі қазір қарасаң, саған уағыздар айтып беретін болды интернетте да. Бүкіл бір адам суретін қойып қояды, сол адам саған сөйлеп, кез келген сұрағыңа жауап береді. Фих сұрақтарға да жауап береді да. Бүгін бар мәліметтер да. Біз сол мәліметтерін бүгінде толтырып тастадық та, былай қарағанда да. Бірақ оның ар жағында оның хикметі болмаса, оны мысалға сен өзің ойлап қара, жылда сен жаңағындай егін егесін, басқа қаласың, бірақ одан жеміс алмасаң, бір ағаш егесін, ол 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан кейін ол алма ағаштары саған жеміс бермесе, сен оны жалықтырып жібереді ғой. Сол секілді де бұл исламның өзінің рухы ихсанға қарай бойламаса, ихсанда осы хикмет, ол сені өміріңді жалықтырып жібереді. Ол бір күні сенің ол мәліметтермен, ол мәлімет сенің санаңда толып қалады да, ол жүрекке апармайды, ол сені сол санада шірей бастайды да, тәкаппарлыққа бара бастайды. Мен ананы білемін, мына біреу уағыз айтып отырса, бұл уағызды білемін. Ана бір сахабаның өмірі, ол сахабаның өмірін білемін. Пайғамбар хадис, ол хадисін естігемін. Әңгіме олай емес те. Бір хадисті, мысалы, Қожа Ахмет Яссауи бабаларымыз, бір хадисті 100 рет естісе, сол жерден 100 түрлі хикметтерді түсінетін болғанда, әр хадисті естігеннен кейін ол қараған уақытта одан бір аяттан, бір хадистен әр естіген сайын, мысалы көшеде кетіп бара жатыр, бір молда уағыз айтып жатады, ол молданың сол бір аятты оқыса, ол тікелей сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың тікелей өзіне айтып отырғандай, солай бір, немесе сол аят сол жерде жаңадан түсіп отырғандай, сондай бір түсінік оларда қалыптасады. А бүгінгі таңда бізде жалпы уағызды толтырып тастағаннан кейін жаңағындай, бүгінгі заманда уағызға тойған заман, бірақ иманға аш заман болып отырмыз да. Өйткені оның хикметінің сырын айтпағаннан кейін, осындай Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтері, бұл хикмет мысалы бұл түркілерге арналған хикметті былай қарағанда да, жалпылай қарасаң, жалпы ислам үмбетке ғой. Бірақ негізі бізге жалпы жақын болғандықтан бұлар кодтар да. Біз осы кодтар арқылы ашпағаннан кейін, бүгінгі таңда әлі соққа шейін біз тек қана бір жалаң уағыздармен ғана шектеліп отырмыз. Оған ол толғаннан кейін бүгінгі кезде халық енді сол руханият іздеп, ол ешқандай былай дағдарыс болып отырған сол да. Өйткені толғаннан кейін ол дағдарыс болады. Өйткені оның ар жағында хикметін түсінбегеннен кейін, Мұқан Исаға айтқандай, оның жаңағындай кодтарын ашпағаннан кейін, сол кодтарына қатысты саған керек, өзіңе керек, сол аяттың өзінің саған керек өзінің бір дәрісі, маған керек өзінің дәрісі болмағаннан кейін, ол адамды жаңағындай
өзінің құлшылығынан ләззат ала алмайды, және өзінің сол діннен де керегін ала алмай қалады да. Сол себепті бұл жерде бұның ерекшелігі хикмет айтып деп отырғанда сол да. Бірақ Қожа Ахмет Яссауи бабамыз да бұл хикмет айту үшін де әрине 63 жыл дайындықтан өтті да. Аға, енді осы Яссауи іліміндегі сопылық ілімнің орны және де бұл оның сопылық философиясының басқа нелерден құрып ерекшеліктері жайлы айтып берсеңіз. Қожа Ахмет Яссауидің сопылық ілімі несімен құнды. Ислам тарихына егер назар салатын болсақ, біздің орталық Азияға ислам діні Хазірет Омар радиаллаху анху халиф болып тұрғанда 643 жылы мынау сасанилерді Ирандағы тасыртып қуып келіп Амударияның жағасына дейін келген. Алғаш рет түркілер мен арабтардың бетпе-бет келуі 643 жыл болды да. Бірақ мұсылмандардың исламды қабылдау процесі тым ұзаққа созылған. Былай ресми түрде Қарахан дәуірінде отырықшы түркілер Мауреннахрдағы солар қабылдай бастаған 960 жылдары. Ал енді көшпелілердің исламды қабылдауы ол Алтын Орда дәуірінен созылады. Өзбек хан дәуірінде 14 ғасырдың басына дейін созылады да. Сол 643-тен есептесеңіз, бір 6-7 ғасырға дейін созылып кеткен. Неге бұлай ұзаққа созылды деген кезде, дін таратушылар түркілерге исламды таратудың алғаш кезде бір әдістемелері дұрыс қойылмаған. Кейбір халықтарға мына қылышын жүзімен ислам тарату өткен. Ал түркілер өздері жауынгер халық болғандықтан жаңағы қан майданда аттың үстінде соғысқа ешкімге дес бермейтін жауынгер халық болғандықтан ондай әдіс түркілерге өтпеген, жүрмеген түркілерге. Қожа Ахмет Яссауидің жаңағы арғы бабалар болып саналады, Ысқақ бабтардың сол оңтүстік Қазақстанға исламмен алғаш алып келген кезде көп тауқыметті қиыншылықты бастан өткерген сол уақытта. Кейін соғыспен исламды насихаттау түрлерге өтпегеннен кейін екінші кезектегі жаңағы бейбіт уағызды қолға алған. Енді бейбіт уағыздың өзінде жаңағы орны болады да. Бейбіт уағыздың өзінің орны болады. Қожа Ахмет Яссауи сол оның ілімінің отырықшы халықтарға, түркілерге өтімді болған себебі ол сопылық жолды таңдады. Дінді таратудың жаңағы фатық жолы бар, және мына Қожа Ахмет Яссауидің ата бабаларының шежіресі Насап Мамад еңбекте суфра тұтмақ деген термин қолданылады да. Ислам ашабарды және суфра тұтмақ деген сөз қолданылады. Ислам ашабарды деген фатық, жаңағы соғыспен дін тарату, ал суфра тұтмақ деген, софра деген арабшада дастархан деген сөз да. Дастархан жайып, қонаққа шақырып, дінді бейбіт түрде мінезбен, құлықпен, жаңағы болмысымен, көркем үлгімен дін насихаттау деген сөз. Суфра тұтмақ. Яссауидің әдісі осы суфра тұтмақ әдісін қолданды. Сол себептен Яссауидің ілімі жаңағы түркілерге өтімді болды. Біз Қожа Ахмет Яссауи біз үшін несімен маңызды деген кезде, біздің бабаларымыз соның ілім арқылы исламға кіре бастады. Қожа Ахмет Яссауи сопылық ілім арқылы, бейбіт уағыздың ішінде, оның ішінде сопылық ілім арқылы хақ дінге келе бастады. Сол себептен жаңағы, енді оған дейінгі дін таратушылардың еңбегін жоққа шығару болмайды. Орталық Азияда сол Қожа Ахмет Яссауи дегенде қаншама жаңағы ғұламалар дін уағызын жасаған. Бірақ енді Яссауидің ерекшелігі олардан ол таталды, кең көлемде жаппай халықтың ислам дініне өз еркімен аяқ басуына оның ілімі түрткі болды. Осы орайда Қожа Ахмет Яссауиге дейінгі діни әдебиеттер араб тілінде кең таралса, дәл осы Яссауидің Диуани хикметінен кейін түрік тілдерінде діни әдебиет көптеп жазылды деген әңгіме бар. Бұл қаншалық шындыққа жанасады деп ойлайсыз? Енді жаны бар сұрақ деп ойлаймын, орынды сұрақ деп есептеймін. Жалпы исламды жерсіндірудегі Қожа Ахмет Яссауидің әдістемесі жаңағы оңды болды деп есептеп отырмыз ғой.
мынау орталық Азияда түркілер исламды қабылдаған кезде алғашқы кезде жаңағы жауынгер халық болғандықтан мынау әмәуиттердің кезінде, аббасилердің кезінде әскери лауазымдарға қол жеткізген түркілер да. Тулуниттер, ихшиттер, сажилер деген түркілердің құрған алғашқы мемлекеттері бар. Бұл мемлекеттер араб дәстүрінде құрылған мемлекеттер болып саналады. Одан кейінгі мына саманилер, ғазнавиттер, алтынташ, мамунилер, ғурилер, тахирилер деген мемлекеттер бар. Осы орталық Азия шеңберінде құрылған мемлекеттер, түркілердің қатысы бар. Бұл мемлекеттер парсы мәдениетінде құрылған мемлекеттер болып саналады. Мысалы самани мемлекеті ең алғаш болса қазақ топырағына келіп сайрамда жаңағы христиан шіркеуін мешітке айландырған үлкен еңбегі бар, еңбек сіңірген жаңағы саяси құрылым болып саналады. Бірақ бұл мемлекеттің құрушылары түркілер болғанмен мемлекеттік тіл парсы тіл болған. Ең парсы әдебиетінің қатты дамыған кезде осы самани дәуірінде қатты дамыған. Фирдаусидің шахнамазы осы самани дәуірінің туындысы болып саналады. Ал енді төл түркі мемлекеттері сол Қожа Ахмет Яссауидің өмір сүрген кезеңі мына Қарахандар кезінен бастап ортаға шықты. Қараханиттер, Хорезмшах, Еділ Бұлғар мемлекеті, Алтын Орда мемлекеті, Моғолстан, бұларды біз жаңағы төл түркі мемлекеттері деп айтамыз. Неге деген кезде мемлекеттік тұрпат, құрылым, жүйе, тіл, мәдениет, түркілік негіздерге сүйенді. Қожа Ахмет Яссауидің енді өзінен бастады десе қателік болады. Түрк тілінде дін насихаттау. Қожа Ахмет Яссауиға дейін Жүсіп Баласағұнның Құдайды білігі, Ахмет Егөнекейдің жаңағы ақиқат сыйы деген сияқты еңбектер түрк тілінде жазылған. Бірақ енді Қожа Ахмет Яссауидің ілімі жаңағы Диван-и Хикмет өзі де сол хикметті айтады. Түрк тілінде не үшін дінді насихаттағанда араб тілінде, фарс тілінде насихаттар көшпелі халыққа өтпей жатты. Қаттаныған, кітап оқылатын қауымға белгілі бір деңгейде әсері болған. Ал енді түрк тілінде қаттанмайтын көшпелі халыққа қиындау болды. Соны түрк тілінде діннің ең бірінші насихатын, әдістемесін жолын тапқан ол Қожа Ахмет Яссауи. Оның ілімінің жаңағы түрк тілінде жазылуы белгілі бір деңгейде сол көшпелі түркілердің исламдануына оң әсерін тигізді. Қожа Ахмет Яссауи де сол былайша айтқанда өзінің бидайын өзіне қуырып берді түркілерге да. Түрк тілінде насихаттағандықтан жаңағы ол дін қабылданды, өтімді болды. Бұл енді бір әдістеме деп айтуға болады да. Дұрыс жаңағы сіңімді болған бір құрал деп қарастыруға болады. Жалпы сол уақытқа дейін түрк тілінде дін насихатталмайды деген пікірлер болған. Сол уақытқа дейін да Құран тек қана араб тілінде болады деп. Қараханиттер дәуірінде алғаш рет Құран түрк тіліне аударылған. Жаңағы фих кейбір еңбектері, ақида кейбір еңбектері, жаңағы Сопылының еңбектері дидактикалық тұрғыда мен айтқан Жүсіп Баласағұнның Құдайды білігі, Ахмет Егөнекейдің ақиқат сыйы түрк тіліне насихаттала бастады. Төл түркі ислам мемлекеті құрылғанның әсерінен деп ойласақ болады. Түркілердің ол исламды қабылдау мәселесі, жаңа бабаның да түркі тіліне исламданы қалай дамытты, қалай таратты дегенде. Жалпы біз ойлаймыз да, дін деп отырған ол белгілі адамдар бар, уақытшылар бар, солар айтса, сол дін солай жүре береді деген мәселеде жаңағындай. Немесе бір мемлекет құрады, Аббаси мемлекеті, жаңағы Қарахан мемлекет құрылса болды, солар арқылы жүреді деп. Негізінде олаймыз да. Негізінде бұл діннің жаңағындай шариғаттың иесі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да. Жалпы діннің иесі ол Алла Тағала. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауи бабамызбен осы мәселені айтатын болсақ, ары қарай тереңірек кететін болсақ, Құранда да аят бар жаңағы. Алла Тағала пайғамбарларды, бүкіл пайғамбарларды біздің пайғамбардан басқатас шақырып алып, сендердің барлығың барып кеткеннен кейін мен бір пайғамбар жіберемін деп айтады. Сендер сол пайғамбарға көмектесесіңдер дейді. Қияметке дейін көмектесесіңдер.
дінді алып жүру үшін. Осы ауыр сертімді қабыл алдыңдар ма деген уақытта Алла жаңағы бүкіл пайғамбарлар қабыл алдық деп айтады. Бұл ауыр сертте тағы да. Оңай нәрсе емес. Өйткені исламды қияметке дейін алып жүру оңай нәрсе емес еді. Ендеше оны пайғамбарымыз қияметке дейін алып жүреді, бірақ оған көмектесетін бүкіл пайғамбарлар еді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да миғражға баруында бір хикметі сол еді. Ол Алла тағалаға миғражға көтерілердің алдында Ақса мешітіне баруында бір хикмет сол еді. Ақса мешітінде бүкіл пайғамбарлар пайғамбарымызды күтіп алған еді. Сөйтіп пайғамбарымыз 2 рәкат намаз оқып, барлығы пайғамбарымыздың артына ұйыған еді. Сол жерде былай қарағанда бүкіл пайғамбарлар біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қол тапсырған еді. Мінекей содан бастап бүкіл пайғамбарлармен кеңесе отырып, Алланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қияметке дейін бұл ислам дінін алып жүреді. Оның бер жағында әулиелер келетін болсақ, әулиелер алып жүрді бұл көріністі де бер жағында. Олардың барлығын сол рижалы ғайыптар деп айтады. Бағанадан бері айтып отырмын. Құтбул Ақтаб, Ғаус деп отырмын жаңағыдай. Ғаус деп отырғаны жер бетіндегі әулиелердің бастығын айтады. Ол қандай әулиелер деп отырған уақытта рижалы ғайып, оны қазақша ғайберен 40 шілтенде дейді, және басқа өзінің көптеген 365 дейді мысалға Маңғыстауда айтқандай. Сол кісілер, сол рижал ғайыптар алып жүреді. Сондықтан олар кейбір мемлекеттерге, басқаларға бір әсері болады оның. Бер жақтағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз сияқты тірі жүрген, бер жақ бізше тірі жүрген, немесе рухани әлемде жүрген сол осындай рижал ғайыптар сол пайғамбарларға және пайғамбарымызға бағыну арқылы, кеңес арқылы осы дінді алып жүреді. Ендеше ол Қожа Ахмет Яссауи бабамызда бұл түркілік мәселесінде сол таратуында да ол жалпы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз тасауфында келетін болатын болсақ, жалпы тасауф деп отырғанның өзінде негізінде түбінде ихсан ғой енді. Олардың бастарының бәріндегі сол кісілер, ол рижал ғайыптардан болады негізінде да. Рижал ғайыптардан болып отырады, арасында бәлкім нелер болуы мүмкін. Мысалы Абдулқадыр Гейланиді алып барайық, ол да ғайберендерден еді. Және ол жер бетіндегі ғаустардан еді да. Ғаус деп отырғанда әулиесі өз заманның әулиелерінің басшысы еді. Дәл сол секілді Қожа Ахмет Яссауи бабамыз да ғаустан болды. Яғни жер бетіндегі әулиелердің бастығы болды. Не істейді деген уақытта сол дінді, негізінде дінді алып жүру және жер бетіндегі осындай оқиғаларға әсер етуі, былай қарағанда. Жер бетін былайша айтқанда солар басқарып тұр да. Халифа ретінде солай басқарып тұр. Сондықтан ол бабамыз сол кеңестің, пайғамбарымыздың солардың әмірімен дінді осылай көрсетті да. Яғни алдындағылар парсша көрсетіп, оларға мүмкіндік беріпсе де, олар парсша қылып жіберді. Біреулер келіп жаңағындай арабша қылып жіберді, бүгінгі кездегідей да. Олай болмайды да. Өйткені Алла тағала дінді түсіреді, дінді береді, бірақ оның сыртқы қорабын әр ұлт өздері жасау керек та. Мысалы арабтарға түсірді, арабтар сыртқы қорабын өздері арабша жасап алды. Парсылар келді, парсылар парсша жасап алды. Ал біздің түркілер келген уақытта барып араб пен парсының упаковкасын қорабында келіп бізге тықпаштатты. Ол түркілер ол қабылдаған жоқ та. Неге қабылдайды? Ол түркілер кезінде тұран болып тұрған, басқа қалған уайылпен, ол пайғамбар хадистерінде де айтылады, ол түркілерге тиіспеңдер, оларға еріктеріне мұрсат беріңдер, мүмкіндік беріңдер деп көптеген хадис бар да. Бәрібір сендердің тізгіндеріңді, арабтарға да айтқанда, сендердің тізгіндерін соларға бәрі алады дегенде. Ендеше түркілер, менің ойымша, ол қияметке дейін исламның, пайғамбар үмбетінің ішінде негізді рөлі атқарушыларда олар. Сондықтан да бұлар дінді жақсы түсіну керек еді. Міне сондықтан бабамыздың ұстанымында тасауфында екі нәрсе болды. Біреу жалпы түркілерге арналған түсінік, яғни түркілік түсінімі, және ол бабамызда бұрынғы сақтардан қалып бара жатқан, яғни Нұх пайғамбардан қалған деген кейбір пайғамбарлардан қалған бізде де ұстанымдар бар еді. Оларға да дала заңына Қожа Ахмет Яссауи бабамыз оларға да құрметпен қарап, ол заңында да ұстанды да. Ол заңында да. Өйткені шариғатта сол бұрынғы ғұрыфтар сәйкес келетін болса ұстауға болады деген сол қағидалар бар да. Және бұрынғы пайғамбарлардан қалған, олар біз әдеттер, жаңағы солар қалған нәрселер. Міне осы тұрғыдан бабамыз жалпы түркілерге түркі таным ретінде дінді таныстырды. Және
кейбір мәшһүр сөзде өлеңдерде кітаптарына қарасаң, бұрын озған пайғамбар деген, Бекәсілеудің кітаптарында бір озған пайғамбар деген түркі пайғамбарлардың болған, оғыз пайғамбар деп айтады. Соның болғандығын, солай бір сондай түсінік танымда бар еді. Яғни діни түсінік танымда бар еді. Міне осымен жаңа келген исламды ұштастырып отырып, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз берді да. Бірақ бұны берген уақытта өзі бір ойдан шығарған жоқ. Бұның барлығын жаңа рижалы ғайыптердің, ғайып ерендердің басында пайғамбарымыз бар, кеңестерінің несімен осы бір пайғамбарымыздың берген әмірін былайша айтқанда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз орындады. Ол орындау мүмкін болмады да. Қиын болды енді. Екінші, оның жолы жалпы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың тарихаты деген уақытта, жолы деген уақытта оның өзіне хас дейді, жаңағыдай жеке нәрсесі бар. Жалпы оның тарихатына кіру негізі оңай нәрсе емес ол. Ол саған жалпылама тарихат сияқты нәрсе емес. Ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың тарихаты негізінде Көкалдашта да кейін ашуында да, аянмен ашуында да бұл мектепте Қожа Ахмет Яссауи тарихат мектептерінде осы рижалы ғайыптарды шығарып отыратын мектеп болды да. Ал шықпағандар жалпы халыққа насихатшы ретінде кете береді да. Бірақ соның ішінен сол сүзіліп шығып отырды. Тіпті имам Нақшбандидің өзі де ол өзі де кейіннен ол тарихатында өзгеріс енгізді. Бірақ оның ұстазы да оған пәлен түген деген жоқ та. Бидғат ретінде қарады. Неге? Өйткені ол да бұрынғы ұстаздарынан, яғни рухани әлемде ұстаздарынан сабақ алып, ол да бір рижалы ғайыптан болды да. Имам Нақшбанди рижалы ғайыптардан болып, ол өзінің осындай бір ұстанымын, тарихатын көрсетті да. Бірақ ол да бабамызға тікелей қатысты болды. Ол тарихаты, Нақшбанди тарихаты болғанмен, бабамыздың тарихатының бір факультеті ретінде тарады да. Сондықтан ол тікелей оның Яссауидің тарихатында қарайтын болсақ, негізгі о жақтағы шығатындар, негізгі мектеп ол рижалы ғайыптар мектептері болды. Ал рижалы ғайыптар кімдер деп отырғанымыз, ғайып қыршылтендер, олар қияметке дейін осы дінді алып жүретін негізгі кісілер болды. Бер жақтағында теологтар, ол ғалымдар, олар бер жақтағы көріністерді, мемлекеттер, құрылған мемлекеттер. Міне сол осы тұрғыдан алған уақытта бабамыздың, яғни әрине бұл жерде бір жағынан да бұл мектепті, рухани мектепті Қызыр мектебі деп атайды. Яғни Ихсан мектебі, Қызыр мектебі деп айтады. Қызыр мектебіне келетін болсақ, ол үлкен бір рухани ілім, жаңағыдай вахби деп атайды, онда сондай ілімдер болды. Енді ол Диван-и Хикмет осы былай сырттай қарасаң былай жеңіл сияқты болып көргенмен, тұтастай сол ислам шариғатындағы Ихсан мектебі, Қызыр мектебі, сол пайғамбарымыздың рухани мектебі ретінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз осы Диван-и Хикметтің өзінің өмірімен салыстырып отырып жүретін мектебі ретінде жазып қалыптастырды. Яғни ол бір жеке бір басқа бір ашып жасаған жоқ. Ол тек қана сол мектепті, Қызыр мектебін, пайғамбарымыздың осы мектебін тек қана бізге осындай өзінің өмірімен, жаңағыдай түркілік танымен бізге түсіндіре білді. Ал бүгінгі таңда осы Диван-и Хикметтерге біз есікті жауып тастадық та. Жауып тастадық. Бүгінде араптан келді, парсыдан келді, алдан келді. Сөйтіп уағыздар толтырып тастадық. Енді барып біз барып бір жерге барып тіреліп қалдық та. Арыға өте алмаймыз. Неге? Өйткені біз бұрынғы осы түркілік танымды пайдаланбағаннан кейін, тіпті Қожа Ахмет Яссауи бабамызды танымағаннан кейін, бүгінгі таңда біз осындай бір тоқырауға, бір өлі араға ұшырап жатқан жайымыз бар. Ал енді осы тұста мынау қазіргі Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасының қазіргі таңдағы маңызы, және де қоғамда біз оны қалай қолдануымыз керек қазір енді. Өзіңіз айтып отырсыз ғой. Яғни ол үшін еліміздің ішінде осы бағана бір айтып хикметке тұнған кісілер болу керек та. Олар аталар, әжелер бар, бүгінгі таңда да бар да, мысалға да, жоқ емес та. Еліміздің ішінде де осы хикметке тұнған тіпті әулие кісілерде де бар. Үлкен кісілер, олар жастарды. Сол кісілердің жолын ұстанған дұрыс та. Бәлкім бір жағынан да бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Диван-и Хикметін түсіну үшін де оның бүгінгі таңда сарымайдай бір жерлерде сақталып қалған тарихаты бар да. Сол тарихатының негізінде соны зерттеу арқылы сол жерден бір кілтін алу керек та, өз ойыммен сол кілті арқылы кіргенде ғана біз бабаның тарихатын түсіне аламыз да. Сол тарихаты арқылы
біз оның ішіне кірген уақытта түркілік танымды түсіне аламыз деп ойлаймын. Басқаша бабаны тану, былай ғылыми институт ана мынау дегенмен оның бәрі жақсы, бірақ оның рухани әлеміне өзінің жолы арқылы кірмесең, басқа жол арқылы кіру ол әдепсіздік мысалы. Ал енді қазіргі таңда мынау Яссауидің ілімі одан кейін қандай халифалар арқылы өрістеді, осы жайлы? Қожа Ахмет Яссауи бабамыз енді сүннетке өте берік болған ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, 4 халифасы болған. Қожа Ахмет Яссауидің да негізі мынау тарихи деректерде 4 халифасы атады. Енді шәкірттер өте көп болған. Садраддин рисалесінде 99 мың мұриті болды деп айтылады. Оның ішінде жаңағы 15 мың ғұлама шықты дейді, мыңға таяу жаңағы мүшәһид болған деген әртүрлі деректер айтылады. Ал енді соның ішінде жаңағы таңдаулы 4 халифасы бар. Қожа Ахмет Яссауидің білесіздер, өзінің кіндірген тарағына Ибрахим деген баласы Сүйір халқының қастандығынан қаза табады. Қызы Гауһар Құштар деген асырап алған қызы болады. Сол қызын Саид әулетінің өкілі Сүлеймен Уәли әл-Харашухи деген адамға ұзатады. Осы Сүлеймен Уәли әл-Харашухи көпшіліктің алдында лақап аты Әл-Қожа. Түркістан қаласында қазір Әл-Қожа деген өзінің жаңағы мешіті бар. Бұдан тараған ұрпақтарды әзілер деп айтады, ғазизандар деп айтады. Осы Сүлеймен Уәли әл-Харашухи негізі Қожа Ахмет Яссауидің сол тек кезіндегі қара шаңыраққа ие болған бірінші халифасы болып саналады. Насапнама еңбектерінде осысын көрсетеді. Одан бөлек Арыстан бабтың баласы Мансұр ата деген халифасы болған. Ол туралы деректер өте аз. Кейбір деректерде Меккеге қажылыққа барып, сол Анадолу жерінде қайтып келгенде сол жаққа дін тарату үшін қалып қойды деген деректер айтылады. Саид ата деген шәкірт туралы дерек айтылады. Одан бөлек Қожа Ахмет Яссауидің ілімі негізі осы 4-ші халифасы Сүлеймен Бақырғани Хақым ата деген кісі бар. Сол арқылы тараған. Басқа да өзінің көптеген шәкірттері болған. Жаңағы өзінің немере інісі мен айтып отқан Мұхаммед Данышман Зарнухи, олар да Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттерінің бірі. Жаңағы ағасының баласы болған жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің Сафияддин әл-Хойлахи деген, олар да Яссауидің ілімін таратуға үлкен еңбек сіңірген адамдар. Оқыш ата деген сыр өңіріне таратқан адамдар болған. Шәкірттер өте көп болды Қожа Ахмет Яссауидің. Бірақ 4 халифасы, оның ішінде Сүлеймен Бақырғани жұрттың елдің аузында Хақым ата деген лақап атпен ие. Сол кісі арқылы Яссауидің ілімі әлемге тарады деп айтамыз. Қожа Ахмет Яссауидің Бақырғанидың шәкірті Зенги ата деген кісі болды. Сол Зенги атаның шәкірттері болды. Садыр ата, Бадыр ата, Ұзын Қасан ата, Баба Тухлас, Саид ата деген шәкірттер болды. Түркілердің исламды қабылдауы, көшпелілердің 14-ші ғасырда Өзбек хан заманында исламды қабылдауымен біз кең өрістеді деп айтамыз. Ал Өзбек хан ислам дінін қабылдауына осы Зенги атаның шәкірттері тікелей ықпал еткен. Осының ішінде мынау Садыр атаның шәкірттері Қожа Ахмет Яссауидің силсиласын бүгінге дейін жеткізген Садыр атаның шәкірттері болып саналады. Садыр атаның шәкірттерінің ішінде атақтылары Карманы шейх, Хадым шейх, Пірім шейх, Қасым шейх, мына 16-шы ғасырдың аяғы 17-ші ғасырда өмір сүрген Мұхаммед Али Мас-Сыдықи деген Ләмағат атты еңбектің авторы бар. Сол кісіге осы Садыр атаның силсиласы арқылы жеткен. Одан дейін кезеңде де Қадипатул Арифин деген еңбек жазған Ысқақ қожа Ибн Исмаил ата бар, Әл-Қазғурти. Оның да жаңағы еңбегі өте маңызды. Яссауи тарихатын
таралуына белгілі бір деңгейде өз үлесін қосқан тұлғалар болып саналады. Мұхаммед әлім ас-Сыдықидің Ламахат деген еңбегі сол 17 ғасырға дейінгі яссауи тарихатының өкілдерін, олардың кереметтері, олардың өмірі, олардың шығармашылығы туралы кең мәлімет береді. Осы Мұхаммед әлім ас-Сыдықидің Мұхаммед Шариф әл-Бұхари деген шәкірті болған, Худжат аль-Захирин деген еңбек жазған. Ол да осы яссауи тарихат туралы кең мәлімет береді. 17 ғасырдың ішінде өмір сүрген кісі. Қожа Ахмет яссауидің ізбасарларының ішінде соңғы атақты шейхтардың бірі ол Шайх Құдайдат Бустанул Мұхиббин деген еңбек жазған. 18 ғасырдың ішінде өмір сүрген, 19 ғасырдың басында қайтыс болған. Қожа Ахмет яссауидің осы Шайх Құдайдаттан кейінгі ізбасары тарихатты ары қарай жалғастырушы Омар Шейх деген кісі болған. Сол Омар Шейхтен кейін көп зерттеушілер яссауи тарихаты Нақшбанди тарихатымен ассимиляцияға ұшырады, яссауи тарихаты өмір сүруін тоқтатты деген қате пікір берген. Негізінен яссауи тарихаты одан кейін де өмір сүрген. Мәселен, 19 ғасырда қазір Қырғызстанның Баткен деген өңірі бар. Алай қырғыздар деп айтады оған. Сол жерде Лақшилер деген атпен ортаға шыққан. Лақшилер Қожа Ахмет яссауи тарихатын ұстанады. Енді еңбектерді Лақшилер өткен, жергілікті халық алашылар дейді. Алашшылар дейді оларды да. Ол жерге 18 ғасырда Қожа Матлуб Али деген шейх яссауи тарихатын алып барған. Күні бүгінге дейін сол Лақшилар дейін өмір сүріп жатыр. 20 ғасырдың басында кеңес үкіметі орнаған кезде кеңес үкіметіне қарсы қозғалыстар жасаған 1950 жылдары Шашишандар деген атпен тіркелген қазір уақытта әлі күнге дейін Қырғызстанның Ош, Өзген, Нарын, осы Баткен өңірлерінде Лақшилер осы уақытқа дейін өмір сүреді. Лақшилер. Яссауи тарихаты жалпы жаңа мен айтқан Сүлеймен Уәли әл-Харашухи, Мансұр ата, Саид ата, Сүлеймен Бахрейн Хақым ата осы халифалар арқылы яссауи тарихат жалғасын тапқан. Және олардың ізбасарлары арқылы. Яғни осы кезеңдерде жаңағы 15 ғасырда Нақшбанди тарихатының ортаға шығуымен яссауи тарихаты әлсірей бастады деген пікір айтылады. 15 ғасырда Нақшбанди тарихаты күшейе бастады. Бахауд Нақшбанди дүниеден өткеннен кейін оның шәкірттері жаңағы Мұхаммед Фарсаның кезінде, Қожа Ахрар Убайдулланың кезінде орталық Азияда жалпы Нақшбанди тарихаты күшейді. Оның күшеюіне себеп жалпы әлемдегі қазір ең үлкен үш тарихаттың бірі Нақшбанди тарихаты болып саналады. Шазили тарихаты, Хадари тарихаты, Рифаи тарихаты, Нақшбанди тарихаты әлемдегі ең сан жағынан, көп таралу жағынан негізгі тарихаттардың бірі өсіп келеді. Нақшбанди тарихатының күшеюіне Махауд Нақшбандидің мынау тарихат ережелеріне жасаған өзгерістер оң әсерін тигізді. Қожа Ахмет яссауи тарихатында жаңағы Мұхиддин ағамыз айтып отыр, мүрит болу оңай емес. Мүритке өту үшін психотехникалық жаттығулар бар. Жаңағы шілге отырады, қыл өтке кіреді, 40 күн, 40 күннен 80 күн, және руханияттан жаңағыдай бата алмайынша қабылданбайды тарихатқа. Мұхлис болып жүре беруі мүмкін, бірақ тарихатқа кіру үшін жаңағы руджайлы ғайып, руханиятпен бір рұқсат болу керек кіру үшін. Ал енді Нақшбанди тарихатында осы психотехникалық кейбір жаттығуларды, кейбір шарттарды алып тастады. Нақшбанди тарихатында шілге отыру деген жоқ, қылует жасау деген жоқ оларда. Осы күнге дейін жаңағы мынау Түркиядағы, Ирандағы Нақшбанди тарихатында жаңағы қабылдануға барсаңыз, сіздің ықыласыңызды, пейіліңіз көрсе, бірден қабылдай береді. Ал яссауи тарихатында шарттар өте ауыр. Жаңағы софы болудың өзі бір азап, рухани азап. Жаңағы халдерден, мақамдардан, рухани емтихандардан өтіп барып қана қабылданасыз.
бірден мүрит болуға құқылы емес ешкім. Осындай жеңілдіктер жасалғандықтан Нақшбандың тарихаты жан сан жағынан көбейе бастады. Дилбаяру дашпагор, жаңа жүрегің Құдаймен бірге болсын да, қолың дүниеде болсын деген Бахаулла Нақшбанд деген орталығының қағидасы бар. Собы болу деген жаңағы яссауи тарихатында үзілат дейді. Кемелденген кейін біршама уақыт сен оқшауланасың қоғамнан. Ал енді Нақшбанд тарихатында ондай жоқ. Жаңағы сен бір кәсібіңді диқаншылықпен шұғылданып, қолөнершілікпен, зергерлікпен, шеберлікпен шұғылданып отырып, сен собылды ұстана бересің. Бұл енді тарихатты ұстанудың біршама жеңіл, икемді, қолайлы бір түрі болғандықтан сол себептен Нақшбанд тарихаты күшейді. Саясатқа Қожа Ахрар Убайдулланың саясатқа араласқан кездері болды. Одан кейінгі үлкен шейхтар Мағдум Ағзамұлының кездері саясатқа араласқан кездері болды. Мынау Шығыс Түркістандағы аппақ қожалар, олар да саясатқа араласты. Саясаттан қолдау болғандықтан Нақшбанд тарихаты қатты күшейді. Ал енді яссауи тарихатында саясатқа араласуға тыйым салынған. Дінді саясатпен араластырмау керек. Орта ғасырларда жалпы сопылық ілімнің өзінің бір шарықтау, құлдырау кезеңдерін көрсетеді. Зұғд кезеңі, тасауф кезеңі, тарихат кезеңі деп та. Тарихат кезеңінен кейін жаңағы құлдырау кезеңі деген сияқты ғалымдар сондай әртүрлі кезеңдер бөліп қарастырады. Неге құлдырады деген кезде, сопылық ілім қашан саясатқа араласса, сол кезден бастап құлдырай бастаған. Бір тарихаттың басшысы енді өзінің жүздеген мыңдаған шәкірттері болады. Оларды теккесінде ұстап отыру үшін белгілі бір деңгейде қаржыға деген мұқтаждық болады. Тамағын тауып беру керек, киім беру керек, ғимарат ұстау керек деген сияқты. Патша жаңағы кейбір тарихаттың өкілдеріне арнайы уақыт, жер бөліп береді. Жаңағы арнайы диірмен салып беретін болған, содан түсетін пайы, немесе жерден алатын ұшыр салығын өздеріне алады тарихат. Сонымен жаңағы өздерінің қажеттіліктерін өтейтін болғанда, бұл патшалардың сопылықты бір қарағанда қолдау сияқты көрінгенмен, екінші жағынан бұның спекуляция бар жерде. Ол тарихаттың шейхі да патшаның кейбір бастамаларына батасын беріп отырады. Былайша айтқанда жаңағы сен маған, мен саған деген сияқты спекуляция бар жерде. Осындай саясатқа араласқаннан бастап сопылық ілім кергете бастаған. Сопылық ілім деген. Ал яссауи тарихатында сол себептен саясатқа араласуға болмайды. Дүние істеріне ұзақ тұру керек. Яссауи тарихатында саяси қолдау болмағандықтан, дүние істерінен қол үзіп оқшау жүргендіктен жаңа басқа тарихаттардағы әлеуетке иықтірестіре алмады. Сол себептен Нақшбанд тарихаты күшейе бастады. Яссауи тарихаты құлдырап кетті деп айтпаймыз. Яссауи тарихаты сопылық деген ілімнің өзі сондай. Таңдаулы адамдар ұстанатын жолда. Таңдаулы адамдар ғана оны ұстанып қалды да, бірақ жалпыласамады. Жалпы халық деңгейге өте алмады. Енді осылай жаңа қиын деп жатсыз, енді 19 ғасырда яссауи тарихаты өмір сүруін тоқтатты деген деректер де бар. Ол жайлы не айтасыз? Жаңа айттым ғой, анау Мұхаммед Әли Массадығиден кейін оның шәкірті Мұхаммед Шариф Әл-Бұхари, содан кейін жағы Шайх Құдайдат Бұстам Мұхибин жазған. Оның шәкірті Омар Шайхтен кейін бастап яссауи тарихаты Нақшбанд тарихатымен ассимиляцияға ұшырады деген пікір көп зерттеушілер айтқан. Бірді анау осыдан 100 жыл бұрын алғаш рет яссауи туралы монография шығарған Фуат Көпірұлынан бастап кеше күнге дейін көп жаңағы яссауи танушы ғалымдар осы пікірді айтып келген. Ал бірақ енді біздің зерттеуімізше жаңа айтып отырмыз, мысалы Лахшилер деген Қырғызстанда сопылар, яссауи тарихатын санаушылар әлі күнге дейін өмір сүріп жатыр. Мен сол Баткен, Ош, өзген жеріне барып бірінші рет сол Лахшилер туралы зерттеу жасадым. Сопылық қауымдастық ұжым ретінде ол жерде өмір сүріп жатыр. Оның бер жағында мына Маригелан деген жерде яссауидің хикметін айтатын әйел абыздар бар. Яссауи тарихатын хикметті жатқа білуші адамдарды абыз деп айтқан да. Ұйғырлардың арасында, өзбектер арасында хафиз дейді, ал қырғыз қазақтың арасында абыз деп айтқан.
Маргеланда жаңағы әйел сопылар бар, яссауидің хикметін айтатын. Әнжан, Наманганда да яссауи тарихатын ұстанып келген адамдар бар, бірақ жекелеген ғана адамдар болған. Бір қызық жері бар, яссауи тарихаты жаңағы ассимиляцияға ұшырады деген кезде ол жойылып кетті деген мағына бермейді. Яссауи тарихатын сол жаңағы Вади Ферғана жазығында ұстанатын қазір сопылар бар. Қадари тарихатының силсилясында Қадари тарихаты, бірақ зікірі яссауидің зікірін салады. Тіпті анау шейхтарының мөрлерінің өзі яссауидің тарихатын мөрін ұстап отыр да. Бірақ силсиле ретінде өздерін Қадаримыз деп айтады. Алла. Мынау Иранда Горган деген жерде Сейфи деген Нақшбани тарихатын ұстанатын сопылар бар. Нақшбани тарихатының зікірін білесіздер да, хафи, құпия зікір салады, шен зікір салады. Бірақ бұл Сейфиге барып көрсеңіз, жақыр яссауидің зікірін салады. Өздерінің силсиле ретінде Нақшбани тарихаты ретінде көзделеді да, ал бірақ сопылық қауымдастық ретінде ішкі ережелері яссауи тарихатының қағидаларын, кемелденуде қағидаларын ұстанады. Сондай жаңағы ассимиляция дегенде осындай бір мәселелер бар да. Мәселен, мына Түркістан қаласының төңірегінде Құшата деген елді мекен бар. Жалпы көпшіліктің алдында Құшата сопылар деп айтады. Ғылыми термин ретінде Мұжадали Құсайния. Құшата деген сөздің мағынасы не сонда? Қожа Ахмет Яссауидің Құшшы ата деген шәкірті болған. Сол жерде жерленген. Соған байланысты Құшшы ата ауылы деп айтылады. Қазір жұрт Құшата деп кеткен ол жерде. Бұл жердегі сопыларда да Нақшбандидің Мұжадали Құсайния бағытын ұстанғанмен белгілі бір деңгейде яссауиға қатысы бар. Құшата сопылық мектебінің негізін қалаушы Абдуллахид Мамат Шүкіров деген шейх осы 20 ғасырда өмір сүрген. Ол кісі Тәжікстанда Ленинабад деген жерде тұрған. Қожа Ахмет Яссауиға 1920 жылдары бірнеше рет зиярат жасап келген кезде Қожа Ахмет Яссауи аян беріп, осы жерге жаңағы менің іліміме ие болып, сен осы жерде отыр, шырақшы болып отыр деп аян берген. Соған байланысты өзінің Тәжікстанды тастап, сол Құшата деген ауылға көшіп келіп, өз 1967 жылы қайтыс болған. Қайтыс болғанға дейін ол кісі өздерінің әрбір жиындарында Қарнақта Маман Хазірет деген кісі болған, яссауидің зікір арасын салады. Сол яссауи сопыларын шақырып зікір ара салдыратын болған. Өйткені Қожа Ахмет Яссауи аян беріп бұны шақыртқан екен бұл жерге. Ол кісі тікелей өзі яссауидің ілімін ұстанушы деп есептеген. Бірақ силсиле бойынша өздерін жаңағы Нақшбандияның ішінде Мұжадали Құсайни деп есептейді. Қожа Ахмет Яссауидің Диуани хикметінің шарқын арнайы енді кітап еңбек ретінде жаздырмаған. Сол Абдуллахид шейх шарқын жасап өзінің мүриттеріне түсіндіретін болған. Одан кейін Абдулла Хари, одан кейінгі 2009 жылы дүниеден өткен Ибраимжан шейх, қазіргі уақытта сол ілімді жалғастырып отқан Насруддин шейх, Құрбанәлі Тақсыр деген кісілер, олар да сол Қожа Ахмет Яссауидің Диуани хикметін өздерінің үгіт насихаттарында негізгі құрал ретінде пайдаланады. Құрбанәлі шейх деген мәселеге де тоқталайық. Бұл кісінің атасы Аппақ Ишан деген күллі қазаққа белгілі адам, Шаян медресесін тоғызған адам. Сол кісінің әкесі Сейдахмет Ишан деген кісі, сол әулет Сейдахмет Ишанға дейін яссауи тарихаты ұстанған. Силсиле бойынша Аппақ Ишаннан бастап жаңағы екі тарихатты қатар ұстана бастаған. Нақшбани тарихатына басымдық бере бастаған. Бірақ әулеттік жаңағы шежіре ретінде өздерінде жаңағы яссауи және Нақшбани тарихатында силсиласы бар деп есептейді. Аппақ Ишан Нақшбани тарихатына көбірек мән бергендіктен жаңағы одан кейінгі ұрпақтары жаңағы жалпы Нақшбани тұлғасы ретінде ортаға шыққан. Бірақ Сейдахмет Ишанға дейін бұл әулет жаңағы яссауи тарихаты ұстанған. Сондықтан яссауи тарихаты күні бүгінге кеше күнге дейін жалғасып келді деп айта аламыз. Мен бір 2020 жылдары мына президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде комиссия құрды. Сол комиссияның мүшесі ретінде мен де жұмыс жасадым. Сонда жаңағы архивтерден бір қызық деректер таптық та. Түркістан қаласының 1937 жылға дейін муфти болған Әлиш баба Омар Қожаев деген кісі бар.
өзі сол жаңа мен айтқан әзілер деген әулеттің өкілі қожа ахмет яссауидің күйеу баласы сүлеймен уәли әл харашуқидің тікелей ұрпағы болып саналады. Сол жерге Әлқожа деген мешітте имам болып отырған. Соның жиендерінен мен қолжазбаларын алдым. Қолжазбаларына қарап отырсам, ол кісі яссауи тарихатын ұстаған адам да. Яссауи тарихатының осы Түркістандағы ең соңғы өкілдерінің бірі. 1937 жылы атылған, репрессия кезінде атылып кеткен кісі. Жаңағы 17 ғасырда 18 ғасырда яссауи тарихаты үзілді деген пікірге соны жоққа шығаратын дәйектер осылай қарасаңыз. Ең бір қызық жерін айтайын. Қазір Қожа Ахмет Яссауидің ілімін ұстанам деген Үндістанында сопылар шығып жатыр. Мынау Балқан түбегінде, Албанияда, Босна Герцеговинада сол жерлерде жаңа Қожа Ахмет Яссауидің силсиласын ұстанушылар шығып жатыр. Түркияда мына Малатия деген жерде Шейх Абдуллах деген кісі кешегі ковид кезінде қайтыс болды. Тікелей жаңағы Арслан бабаптың ұрпағымыз деп көрсетеді өздерін. Олар да яссауи тарихатын ұстанып жүретіндей айтылады. Енді сопылық іштегі дәстүрлеріне қарасаң Қалдари тарихатына бейімделіп кеткен, бірақ өздерін яссауи тарихатын ұстанып жүреді. Ал енді яссауи тарихатын бұлардың көпшілігі мен айтқан осы жұрнақтар ассимиляцияға ұшыраған. Жаңағы Нашбандимен синтезделген, Қадариямен синтезделген, қарасаңыз да, жаңағы Сейфия Ирандағы, өзіміздің Түркістандағы құшақтас сопылары Нашбандиліктің белгілері кездеседі. Ал жаңағы мынау Өзбекстанның Ферғана жазындағы сопылар, болмаса жаңағы Түркияның Малатия жазындағы жаңағы Шейх Абдуллахтың мүриттері, бұлар Қадариямен синтезделген. Ал енді яссауи тарихатының төл нұсқасын ұстап жүрген сопылар бар. Олар Ауғанстан силсиласы. 1920 жылы Бұхара хандығы құлады. Бұхара хандығы құлаған кезде Сейд Әлімханнан бастап соның жаңағы төңірегінде ғұламаларда Ауғанстанға хижра жасап өткен. Сол уақытта яссауи тарихатын ұстанған Мұхаммед Шариб ата деген сопы болған, шейх. Ауғанстанның Фараб өлкесіне қоныс аударған. 1960 жылдары өмір сүрген кісі. Сол Мұхаммед Шариб атадан кейін Ауғанстанда сол яссауи тарихатын жалғастырған Дамлагөк деген кісі болған. Ол кісі Ауғанстанның Жаузан уәлаяты Қарқын деген түбекте өмір сүрген адам. Үлкен ғұлама адам болған, медресе ұстаған. Дамлагөктен кейін сол тарихатты Ораз Мұхаммед деген шейх жалғастырған. Андхой, Алты бұлақ деген өңірдің тумасы болып саналады. Ол Ораз Мұхаммедтен бата алған Ихсанулла Ахрар деген кісі қазір көз тірі осы уақытта яссауи тарихатын сол Ауғанстанда ұстанып жатқан шейх пір болып саналады. Мен Ауғанстан силсиласын зерттеуге бір емес екі рет жағы сол жаққа барып ізденістер жасадым. Бірінші барғанымызда сол Құндыз Халайзал деген жерде сол өздерінің дәргахтары бар. Сол жерде бір жеті зерттеуде болдым. Жаңағы анау Фуат Көпірұлы мына Әл-Хазинидің жеткізген Жабар Ахли Ибрахим Нәбажил Бихар деген еңбектері бар. Сонда яссауи тарихатындағы рухани тәрбие берудің ережелері бар. Және зікірдің яссауи тарихатынан зікірлер бар. Сол зікірлер мен сол жердегі рухани тәрбие ережелерін салыстырып, бұлар қаншалықты соны ұстанады деген зерттеу жұмысын жасадым. Жаңа таң қалғаным сол 15-16 ғасырда жазылған еңбек қой, мысалы Әл-Хазинидің Жабар Ахли Ибрахим Нәбажил Бихар. Сондағы зікірлер әлі дейін сол зікірлер ұсталады бұлар. Сол бұрынғы ескі жаңағы шіл, хилует, ескі тәртіп бар ғой, жаңағы мүритке қабылдаудың тек рухани мәдәр жолын соны ұстанады екен да бұлар. Екінші жолы барғанымызда енді сол яссауи тарихаты Ауғанстанға қаншалықты жаңағы дамыды, қаншалықты ол жерде жаңағы өркен жайды деген мәселені зерттеуге бардық. Ол үшін жаңағы сол яссауи тарихатын сол жерге алып барған жаңағы Мұхаммед Шариб ата, одан кейін Дамлагөк, үшінші бір Оразы Мұхаммед, солардың өмір сүрген ауылдарына бардық, шәкірттеріне жолықтық, қабірлеріне зиярат жасадық. Яссауи тарихаты өкінішке орай Ауғанстанда дамымаған.
дамымауының себебі бірінші бұлар кірме, жаңағы фарсылардың арасынан барған. Екінші жаңағы мұхаммед шариф ата, Дамлау, Ораза Мұхаммед, бұлар түркмен, ол жерде түркмен диаспора ретінде өмір сүреді. Сол түркмендердің арасынан сақталып қалған. Тағы бір себебі яссауи тарихатының жаңағы бұрынғы орта ғасырлардан ауыр шарттарды ұстануы. Енді өздеріне қазіргі уақытта шілге отыру, 40 күннен 80 күнге шілге отыру, немесе сен руханияттан бір бата келмесе, сен бәрібір қабылданбайсың. Қазіргі уақытта бұл шарттарды ұстану өте ауыр, қиын ғой мына уақытта. Бұл енді қазір қалай болады десе, бұны біз өзгерте алмаймыз. Қожа Ахмет Яссауидан келе жатқан дәстүр дейді, халует деген дәстүр дейді. Сопы мен соп емес қалай ажыратамыз дейді. Егер адам психотехникалық жаттығуларды өткізіп, нәпсісін тазартып, кемелдікке иек артпаса, онда жай адам мен соп адамның айырмашылығы қалмайды өзі. Қазір кейбір тарихаттар бар, барсаң жаңағы қуанады, саған баят дейді ғой, жаңағы қол беруді, жаңағы шүлен сияқты таратады саған. Сопылықтың құлдырауының негізгі себебі сол мұрт аулаумен шұғылданып кетті. Мүритінің саны көбейгеніне мәз болып, жаңағы кім болса соны өзінің қауымдастығына тарта бастағанда, сопылықтың іріп шіруінің негізгі бір себептерінің бірі осы. Ал енді бұларда қатал тәртіп. Ихсанулла бір мұхлистердің саны көп, мыңнан аса мұхлистер, бірақ мүриттердің саны 117 ғана екен, мен барғанда. Кейбір тарихаттар Мысырда барғанда көрдік, миллионнан асып жығылатын мүриттердің саны тарихаттар бар. Түркияда да сондай, кейбір тарихаттардың әлеуеті өте жоғары. Әлеуеті өте жоғары болғандықтан да белгілі бір деңгейде саясатқа да ықпалдар бар олардың да. Ал енді мынау Ауғанстандағы яссауилардың саны өте аз, саясатқа араласпайды, жаңағы өздерінің қатып семіп қалған жаңағы сопыл дәстүрлері бар, соны берік ұстанады. Ондай ықпалды болуды, жан санын көбейтуді, бір саясатқа бір әсер етуді ойламайды. Ондай мақсаттар да жоқ та. Өздерінің жаңағы ләззаты өздерінде жаңағы бұйығы түрде өмір сүріп жатқан бір тарихат. Бірақ енді барып зерттеу барысында мен көз жеткізгенім, бұлар жаңағы мәдәр жолын ұстанады. Сопылық ілімінде иршат жол деген бар, және мәдәр жол деген бар. Иршат жол деген дінді насихаттау, ашық түрде уағыздауды айтады. Ал мәдәр жол деген жаңағы Мұхитдин аға айтпақшы, риджалы ғайып, іріктеліп алынған руханияттағы 300-тер, 40-тар ғайып ерен 40 шілден демейді. Абдалдар жетіліп, құтыптар, төрттікке кіретіндер, ғауыстар, Хызыр алейхиссалам, солардың жөн сілтеумен, бұлар ғана, солардың жетектеуімен ғана дін насихат жасайды. Бұлар сол мәдәр жолын ұстанады. Әрбір мәселеде руханияттан байланысып отырып, руханиятпен кеңесіп отырып, солардың батасымен ғана қадам жасайды. Солардың рұқсатымен ғана амал жасайды, былайша айтқанда. Сол себептен де сол іріктеу, сұрыптау, жаңағы сүзгі бұларда өте көп болғандықтан жаңағы жалпы халыққа танымал болмай жатқан себебі осы шығар деп ойлаймын. Яссауи тарихатын. Басқа да яссауи тарихатына иеленіп жүрген түрлі жаңағы әртүрлі әлеуметтік топтар бар. Яссауидің жолына құрмет көрсетіп, өздерін жаңағы яссауимыз деп айтып жүрген әртүрлі топтар бар. Бұлардың бәрі яссауиға деген бір махаббаттан шығып жатыр деп ойлаймын. Сол себептен жаңағы яссауи жолын қадір тұтқан сопыларды біз силсилаға байланысын байламасын, оларға деген бір құрметіміз бар, қай-қайсысына болса да. Нақшбанди тарихаты деп болса, имам Нақшбанди Бахауиддин Хазіреті, ол менің жалпы ұғымымда, бағана да айтып отырмыз ғой, имам Нақшбандидің өзі де ол рижал ғайыптардан еді да. Ол өзінің ол тарихатына бір нәрсені кіргізген уақытта өзімен енгізген жоқ, ол өзінің рухани ұстаздардан негізі Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өзінің бұйрығымен солай тарихатын жасатты. Өйткені ол жалпы тарихат деген өзі, тарихат деп отырған өзі, ол бір дайындық та, ол жалпы халыққа әдеп үйрететін нәрсе да. Бірақ тарихаттан ары қарай марифатқа өткеннен кейін ол жақта тарихат мәселесі сөз болмайды. Ол жақтың әңгімесі бөлек болады. Тарихат жалпы ол жер бетіндегі
жаңағыдай Қадари тарихаты дейді, жаңағыдай Нақшбанд тарихаты, Яссауи тарихаты деп айтыла береді. Ол жалпы халыққа керек нәрсе да, жалпы халықтың ішінде белгілі шариғатты үйренгеннен кейін сол шариғатқа амал жасауды үйрететін факультеттер да. Бірақ сол тарихаттан өтіп ары қарай марифатқа егер өтетін болсаң, ихсаниятқа қарай айтатын болсаң, ол жақтың әңгімесі бөлек болады да. Ол жақта бір түр түс деген болмайды. түс деген не алмайды ол жақта. Яғни имам Нақшбанди ол өзінің тарихаты болғанмен, негізінде мен түсінігім мынандай да, білуші бір алла, Яссауи тарихаты ол кең түрде болғанмен, кейін ол Нақшбандиға берді да, өзінің шәкіртіне берді, рухани шәкіртіне берді да. Сен жалпы алды, мына жақтағы Яссауи тарихат бар емес, оны тікелей неге қалдырып қойды да, мәдарларға, рижал ғайыптарға қалдырды да, ар жағын жалпы халыққа тарату үшін беріп жіберді да. Өйткені заманы өте келе, заман бұзылып келе жатты да, енді мәдарларға ол мына жақтағы жалпы адамдардың араласуы бір қисынсыз тірлік болды да. Бірақ дей тұрсақ та сол Нақшбанди тарихатының өзінің ішінен де кейін ары қарай марифатқа өткендері ол мәдарға қарай кететін болды да. Мысалға Көкілдаштың медресесін алып қараса, Көкілдаш медресесінде Нақшбанди тарихаты жүріп отырды. Бірақ ол бабаның өзінің тікелей ашқан мектебі, ары қарай Қызыр Алейхисаламның өзінің ашқан мектебі еді. Содан шыққан мысалға кімдерді алып қарайық? Бекасыл әулиелерді, мысалға Мәшһүр Жүсіптерді алып қарайық, тіпті Бекет аталарды алып қарайық та. Ол Бекет аталар сол жерден шықты, ол Хиуада оқығанмен бәрі Көкілдашпен байланысты болды да. Көкілдашта бірнеше емес, бірнеше әулиелер кісілер болды, әулиелер өте көп болды Көкілдашта да. Ол силсиле деген нәрсе ол тарихатта ғана бар. Ал неге өткеннен кейін, марифат өткеннен кейін ол мысалға Мәшһүр Жүсіп айтады бір күні имам Нақшбанди маған келді дейді. Имам Нақшбанди заманы қай уақыт деген белгілі да. Сөйтіп ол жаңағы моншаға түстік деген әңгімесі бар. Кейіннен сол ұстазыма сұраған уақытта сол моншаға түспеуі көп болып еді деп, сонда ол моншаға түсу арқылы, ол рухани тазару арқылы рижал ғайыптарға имам Нақшбандидің өзі өткізіп отыр да. Ал бірақ сол имам Нақшбанди де Мәшһүр Жүсіп те барлығы да олардың пірлері Қожа Ахмет Яссауи бабамыз болды. Өйткені құты бол ақтап еді. Сөйтіп оған сол тарихатта солай берді. Кейіннен саясиланса, кейін ғасырларда белгілі бір тарихаттардың ішінде бөлімдер саясиланып кетсе, ол өздеріне ғана тиесілі нәрсе да. Бірақ кешегі Көкілташтың өзінің мысалға жаңағы Мәшһүр Жүсіпті алып қарайық, болмаса соңғысы мынау Ержан Қазірет Маңғыстаудағы. Соның өзінің кітабында, өзінің жазған кітабында бар, соны біз кезінде аударып шығардық. Сонда сол жерде біз бәріміз, біздің піріміз Қожа Ахмет Яссауи бабамыз деп айтады да. Содан кейін барып тарихатта біріміз ұстазымыз имам Нақшбанди деп айтады. Сонда қарасаңыз да имам Нақшбанди тарихатының өзінің негізінде, имам Раббаниде сол бәрінің негізінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өзінің не жатыр да. Имам Раббанида өзі сол рижал ғайыптардан болды, солай болды. Бер жағындағылар осылай көріне береді. Көшпелілерге де отырықшыларға да Қожа Ахмет Яссауи өзінің ілімін таратуға белгілі бір деңгейде өзінің әдістемесін тауып ықпал еткен. Мәслихат төбе деген сырдың бойында төбеде жылына бір мәрте, екі мәрте көшпелілерді жиып, енді отырыш халыққа қарағанда бұлар қат тану, кітап оқу деген мәселе бұларда көшпелілерде қиындау. Сондықтан оларға өздерінің арасындағы туындаған мәселелер қалай шешу керек деген кезде Қожа Ахмет Яссауи бір соған жол тауып берген да. Түркілердің өзінің мойындаған белгілі бір қағидаға сүйенген бір қанатты сөздер бар ғой. Соларды Құран мен сүннетке, жалпы әділдікке сәйкес келетін осындай қанатты сөздерді мақал мәтел деген, мақал мәтел айту арқылы мәселелерді шешіп отыру деген Қожа Ахмет Яссауи бастаған. Мәслихат төбеде осы нәрсені Қожа Ахмет Яссауи бастаған, түркілерге үйреткен. Мақал мәтел деген сөз негізі арабтың сөзі да. Қазір осы уақытта қанатты сөз ретінде айтамыз ғой. Бүкіл біздің дауларымыз жалпы халық мойындаған, бұрыннан келе жатқан сондай қанатты сөздерді президент ретінде мойындай отырып, сонымен мәселенің нүктесін қойып отырғанбыз да. Бұны бізге жаңағы негізін қалап берген осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Біз жалпы Абу Ханифа мазһабын ұстанамыз деп айтқанмен, Абу Ханифаның түрлі мектептері бар. Абу Ханифаның Мысыр мектебі, Шам мектебі,
Үндістан Деван мектебі, Мауараннахр мектебі деген сияқты мектептер бар. Бізде өзіміз Абу Ханифа деп мысалы айтамыз, бірақ белгілі бір деңгейде біздің мынау әлеуметтік өзіміздің реңк, өзіміздің бояу, өзіміздің ұстаным болған да, түркілер көшпелілердің. Мәселен, жаңағы нақшбандилер, бұлар орталық Азиядағы Мауараннахр мектебінің фихт үкімдерін өте берік ұстанған. Нақшбандилердің бір ерекшелігі шариғатқа жаңағы беріктігімен ерекшеленеді да. Ал енді біз мынау намазымызда, оразамызда, ақидамызда сол Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз да, қоғамдық қатынастар реттеу, қылмыстық жазалар, отбасылық құндылықтарды бұрыннан түркілердің келе жатқан жаңағы дала заңдарын ұстанғанбыз. Едіге бидің уақытысында қабылданған жасақ заңы, Қасым ханның қасқа жолы, одан кейін Есім ханның ескі жолы, Әстәугеннің жеті жарғысы, одан кейін 19-шы ғасырларда жаңағы билердің шығарған ережелері, бұларды қарасаңыздар, шариғаттың белгілері өте аз. Қоғамдық қатынастар дейтін ережелерімізде шариғаттың белгілері жоқ. Абу Ханифа мазхабының үкімдері емес, көбінесе түркілердің сол дала заңдарын кейінгі сілемдер деп айтуға болады, осы ережелерді. Бұның негізі қайда жатыр дегенде, Қожа Ахмет Яссауидің жаңағы үслубында егер әділеттілік сақталса, ол дала заңында басшылық қалуға болады. Ол шариғатта да оған рұқсат берген. Ғұрып егер мәселені дұрыс ретте болса, оны қолдануға болады. Бұрынғы ескі діндердің үкімдері де егер шариғатқа, Құран мен сүннетке сәйкес болса, оны да қолдануға рұқсат берген да. Осы негіздерге сүйене отырып, Қожа Ахмет Яссауиді жаңағы ақида, құлшылық, ғибадат, шариғат үкімдерін ұстанамыз да, ал муамала, ұқубат, ахуал шахсия, жаңағы қоғамдық қатынастар реттеу, қылмыстық заңдар, отбасылық құндылықтар дала заңдарына негізделген. Ал енді нақшбандилерде, оларда бұл мәселелерде олар шариғат ұстанады. Бізден ерекшелігі да нақшбандилердің. Әрине, жаңағы мағрифат дәрежесіне кеткен кезде жаңағы ондай шарттар сәл өзгереді. Ал бірақ енді нақты өмірде жай қарапайым адамдар несімен ерекшеленеді? Нақшбанди, Яссауи болған несімен ерекшеленеді? Осы мәселе. Мысалы, Абу Ханифа мазхабында домбыра тарту, музыка деген нәрсе көзқарас басқаша. Ал енді біздің қазақ халқы бүкіл жаңағы асы болсын, қуанышты, той домбыра болсын, бәрін біз жаңағы өзіміздің домбырамен, қобызбен, жетігенмен өзіміздің жаңағы музыкалық аспаптардың сүйемелдеумен өткізгенбіз бүкіл жиындарымызда. Ал Абу Ханифа мазхабында ол мәселенің үкімін қарасаң, қиындау үкімі. Абу Ханифа мазхабында классикалық деректерде қарасаңыз, жаңағы екі ағайындының баласымен қыз үйлене береді бір-біріне, рұқсат. Біздің қазақтың дүниетанымында болмайды. Мынау қазақтың тарихында Қалқаман Мамыр деген үлкен оқиға бар. Шәкәрім бұл туралы дастанда жазған. Бұхарадан оқып келіп, Қалқаман өзінің жақын туысы жаңағы Мамырға үйленіп алады. Тобықтының билері Шыңғыстауда үлкен осы дауды қарап, ақырайғанда жаңағы екеуін қуып жібереді тобықтарында. Неге деген кезде қазақтың дала заңына қайшы әрекет жасап отыр. Қалқаман жаңағы оқып келген адам, діни сауаты бар адам, өзінің дұрыс деп есептейді шариғат бойынша. Ал енді біздің дала заңы бойынша ол жақын туысына үйлену деген ол кезде ол үлкен сөлекет болып саналған о заманда. Сондықтан белгілі бір деңгейде бізге жалпы Яссауи тарағат есімен қондырған кезде біздің жаңағы рухани кемелденуге жол ашып беретін жаңағы тетіктері мен қоса біздің жаңағы мәдениетімізді, ғұрпымызды, салтымызды, дәстүрімізді ұстануға мүмкіндік берумен қонды. Шариғаттың негізгі 5 тірегі бар ғой, сонымен қоса соған жапсарлас ұлттық өзіміздің салт дәстүрімізді қоса ұстана аламыз. Соған Яссауи тарағаты соған мүмкіндік берген. Сол себептен сонысымен біздің табиғатымыздың сондай терең үндесуімен бізге қонды. Ал енді жаңағы кейбір мектептер жаңа музыкаға тыйым салады, жаңағыдай жақын адамдардың бір-бірінен некелесуіне рұқсат бере береді. Ол біздің ұлттық дүниетанымымызға келіңкіремейді. Яссауи тарағатының бізге жаңағы жақындығы осы жерде. Осыны да біз дұрыс түсіну керекпіз да. Осы жерде мен қосымша айта кетейін, өз пікірім деп айтайын. Маған салса, ол тарихат дегеннен қарағанда Яссауи бабамыздың бір сопылығы
деп айтарым да, сопылық былай қарағанда кең түсінікті. Яғни яссауидің тарихаты болды, ол жақта өз ұстанымдары ішінде қатаң болды да. Бірақ бабаның өзінің жалпы сопылық ұстанымы, яғни былай қарағанда ислами түсінік деп айтайықшы, кеңнен алған уақытта ол түркілерге бұрынғы, кім айтқандай, мұхаммед айтқандай, бұрынғы сақтық ұстанымда, бұрынғы ғұндардан келген ұстаным, түркілік ұстанымдарды сол екеуімен ислам екеуін ұштастырып кеңдікпен қарады да. Ол да өзінде бір сөзінде ойлайды ғой, жаңағыдай қалада шариғи ұстанымда мен фәтуа берді да баба. Шеберлікпен үйлестіре білген. Екі мектепті. Өйткені бұрыннан келе жатқан пайғамбарлардың да ұстанымдары бар еді да, жаңағы түркілік танымда. Сол екеуін исламда екеуін ұштастырып кеңдік берді. Ал енді мынау қалаға келетін болсақ, қалаларда ол ондай мүмкіндік, дала мүмкіндігі жоқ. Сондықтан ода жаңағыдай Нақшбани тарихаты арқылы Абу Ханифаның жалпы ұстанымдарын қалаға қойып қойды да. Өйткені қалада сондай бір заңдылықтар керек болды. Ал дала заңында бұрынғы дала заңымен ұстануына кең мүмкіндік берді. Ал енді бүгінгі таңда қарайық та, бүгінгі таңда неге ұштаспайды дейтін болсақ, бүгінде арабтан келеді, дұрыс па? Парстан келеді, оқып біледі. Сөйтеді біздің Абу Ханифа мазхабында былай, біздің де былай. Біздің ол түркілік танымдар ұстанбайды да. Өйткені Яссауи бабамыздың өзі де кезінде фихта да мықты білген, ол ғаус болған екен, әрине ода мүштәһидік дәрежелер болады да. Сөйтіп ол Алланың пәрменімен ол дала заңында көптеген өзінің иштихаттық нәрселерін қойып қойды да. Ол бірден Абу Ханифаның да мүриттерінің иштихаттары болды. Сол секілді кімде Яссауи тарихы несі де ұстанымда да өзінің даналық ұстанымда, яғни ислами даналық ұстанымда осындай бұрынғы мүмкіндіктерін, ән болсын, жыр болсын, сол болсын, сондай мүмкіндіктерді иштихат мүмкіндігін беріп қойды да. Ол бабаның өзінің сондай иштихат, сонымен қатар соның жолын ұстанғандардың ішінде де бізде мүштәһидтер болды. Солардың өзінің сол ұстанымдары бар еді да. Қалаға келсем, ол қалада ондай емес. Ол қара Османлылар болды, қала болды. Оған енді ол тікелей Нақшбандилықтың өзінің несі керек еді. Жаңағыдай қатаң бір ұстанымдары, жаңағы Абу Ханифалық ұстанымдары керек еді. А біздің түркілік дала танымда басқа бір кеңдік керек еді. Міне осы тұрған уақытта бүгінгі кезде арабтан, парыстан келеді де біздің қазаққа өзінің сол несін, қаланың ұстанымын бізге айтпақшы болады да. А біздің қазір қазақ өзінің ата бабаларынан далалық ұстанымын көріп қалғаннан кейін ананы қабылдай алмайды да. Содан өгей болып тұрады. Өгей болып тұр. Содан бүгінгі таңда араб құл деген мәселеде шығып отырған содан. Ал олар келінің бетіне кім ашса сол істі көреді деп, жоқ, мен Абу Ханифаның кітабын оқып келдім, Абу Ханифаның кітабында былай деген нәрседен келіп бізге тықпаштап тырысады. Бірақ біздің дала ұстанымында мүлдем былай қарағанда өзінің былай мазхаб дейміз ба, жолы мүлдем бір басқа бір түркілік бір кең бір жол бар еді. Соны бұлар түсіне алмады да. Бүгінгі жаңағы уақытшылар, бүгінгі бітіріп келгендер осыны жолды түсіне алмады да. Содан барды олар бабаның өзінде қабылдай алмай отырғанда сол, біздің халық та, бұрынғы қазақтың халқы да бабалардың көріп келген нәрсесімен мыналардың ұстанымы екеуі сәйкес келмеген екен, екі ортада бүгінгі таңда осындай бір неге өлараға ұшырап отырмыз да. Осы себептен де соңғы кезде жиі осы мәселені көтеріп айтып жүрміз да. Орталық Азияда Абу Ханифаның Мөрөнахр мектебінен бөлек Түркістан мектебі бар. Мына қазақ хандығы өмір сүрген кезеңде Орталық Азияда Қоқан хандығы, Бұхар хандығы, Хиуа хандығы хандықтар болған. Бұлардың жаңа мемлекеттік заңдарын қарасаң, сол Абу Ханифа мазхабының кодекстері бар ғой. Соны тікелей басшылық қалған. Қоғамдық қатынастар реттеген кезде тікелей басшылық қалған да. Ал енді қазақ хандығы дәуірінде қабылданған жаңағы жеті жарғы заңдарымызды қарасаңыздар, белгілі бір кейбір үкімдер шариғат үкімдерімен сабақтасады. Бірақ басым көпшілігі осы дала заңдарына негізделген да. Біз жаңағы ғибадат бабы, ақида бабында Абу Ханифа мазхабында болғанбыз. Ал енді басқа тарауларда, қоғамдық қатынастар дейтін басқа заңдарда біз дала заңдарын жүргенбіз. Оған шариғат рұқсат береді бұл нәрсеге. Сол себептен Орталық Азиядағы мұсылманшылықты жаңағы Мөрөнахр мектебі және Түркістан мектебі деп екі бөліп қарастыру деп ойлаймын да. Біздің қазақтың, қырғыздың қоғамы дала заңдарын басшылыққа алған. Отырықшы халықтар, олар жаңағы Абу Ханифаның үкімінде тікелей
қоғамдық қатынастар реттеген кезде тікелей басшылық алған. Осы нәрсені біз дұрыс түсіну керекпіз да. Осыны дұрыс түсіндіре алмағандықтан жаңағы сырттан келген адамдар, оқып келген азаматтар жаңағы біздің салт дәстүрімізді, мәдениетімізді, ғұрыптарымызды жаңағы бидға, харам, күпір, ширк деп жүрген себебі сол. Біз исламды бүгін қабылдаған жоқпыз ғой. Ата бабаларымыз арысынан есептегенде 1000 жылға жетеді. Ал енді сол 1000 жылдан бері мұсылман халықты сен қалай енді сен ширк жасап отыр, күпір жасап отыр, бидға жасап отыр деп айтасың. Олар ешқандай бидғат, харам, күпір, ширк жасап отқан жоқ. Олар бабаларымыз жаңағы айтпақшы қалыптастырған ишихаттар негізінде өмір сүріп отыр. Мұсылманшылықтың өзіндік бір үлгісі, өзіндік бір подачасы бар да бізде. Соны дұрыс түсінбегендіктен жаңағы сырттан оқып келген кейбір бауырларымыз біздің мәдениетімізге ревизия жасағысы келеді да. Ал енді діннің негіздеріне қарайтын болсақ, әділдік сақталса, Құрандағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде әділдік сақталатын болса, оның жаңағы қоғамдық қатынастардың үлгісін адамдардың өздеріне сынақ ретінде қалдырылған. Ғалымдардың өзі ол мәселеге шешім айта алады. Соған рұқсат берген дінімізде да. Ал енді ғибадатты, ақиданы біз өзгерте алмаймыз. Ол қалай келген, соны ұстанамыз да. Ал енді муамала, уқубат деген ол иштихатпен өзгере береді. Кеңістіктің, уақыттың шарттарына қарай өзгертуге діннің өзі рұқсат берген. Сондықтан біздің болмысымызға жаңағы дұрыс өз-өзіміз қарай білу керекпіз, дұрыс тану керекпіз. Мәселенің барлығы сол өз-өзіміз дұрыс танымағандықтан шығып жатыр қазір, қайшылықтардың барлығы. Яғни бізде мұсылман ұстаным жүр, бірақ ол сенің қазақи бір түсініктегі ұстаным емес та. Парси ұстаным, араби ұстаным, болмаса қалалық ұстанымдар мысалға да. Бірақ қазақтың өзіне келген уақытта ол бізде бұрыннан келе жатқан сол түркілік ұстаным несін көп ұстанады да бізде дала заңы ретінде. Ал енді осыған келген уақытта ылғи да шатасулар болады да, өздерін басқаға тартады. Ал байырғы халық, біздің түсінік халық, бұл біздің бұрын бабалардан көрмеген нәрсеміз еді ғой дейді. Содан барып екеуінің бүгінгі таңда түсінісе алмай жүргендер осыдан да. Енді біздің тарихымызда жалпы сопылық қандай тарихаттар, қандай қауымдастар болды деген кезде сол Яссауи тарихатын Алтын Орда Берке хан дәуірінде Кубра тарихат дәуірлеген кез болған, және қазақ хандық дәуірінде Нақшбанд тарихаты дәуірледі. Осы тарихаттардың бізде іздері қалған. Оның ішінде ең көшпелілерге қатты ықпал еткен Яссауи тарихаты. Кейінгі дәуірлерде Нақшбанд тарихатының жаңағы өкілдері Мәшһүр Жүсіп, Бекасыл әулие, Бекет ата, жаңағы Шәд төре, Аппақ Ишан сияқты өкілдері қазақ даласында еңбектер сіңірді. Бірақ бұлар сол даналыққа иек артқандықтан, жаңағы жүрек көздері ашылғандықтан, бұлар Нақшбанд тарихатының өкілі бола тұра бізге келіп ревизия жасаған жоқ. Бұлар сол халықтың мәдениетімен біте қайнасып отыр, осы халықтың ортасында өздері өмір сүрді. Жаңағы біздің ғұрыптарға, дәстүрлерге қарсы болған жоқ. Мысалы Бекет атаны алып қарасақ, қазіргі кезде оның бір тарихаты жоқ, жалғасқан. Пір ретінде жалғасқан да. Сол сияқты Мәшһүр Жүсіптің бір тарихаты жоқ. Неге? Өйткені ол Нақшбандиялықты ол жақтан алғанмен кейін мағрифат кеткеннен кейін тікелей имам Нақшбандидің өзіне мүрит болу арқылы ол елге келді. Елге келгеннен кейін ол Нақшбандиялықтан не алған жоқ. Ол сол баяғы біздің түркілік танымдағы бабаның сол сопылық ұғымындағы кең түсінік, яғни сол кең түсінікті мен қарады да, сол көзбен қарады, және сол себептен қазақтығын жоймаған себебі сол. Өздері солай өмір сүрді. Диуани хикмет жалпы өз миссиясын орындай алды ма? Яссауидің арманы орындалып жатыр ма қазіргі таңда? Сопылық ілім деген бұл таңдаулар жүретін жол. Шариғатқа бәріміз бағынуға міндеттіміз. Мұсылман баласының бәрі шариғатқа бағынуға міндетті. Мұсылман еместер әрине өздері біледі, мұсылмандар шариғатқа бағынуға міндетті. Қалауы болмайды. Мұсылман болғандықтан шариғаттың үкімдеріне біз мұхалифпіз, ерушіміз, оған мойынсұнамыз да. Ал енді тарихат, сопылық жол тарихаттан басталады ғой, ары қарап мағрифат, ақиқат кете береді. Бұл жолға түсуге адам ерікті.
шариғатқа міндетті болсаң, тарихатқа еріксің. Неге деген кезде шариғаттағы үкімдер тарихатта өзгеруі мүмкін. Шариғатта жаңағы бір макрух болған нәрсе тарихатта ол харам сияқты қаралуы мүмкін. Шарттар ауырлай береді. Шариғатта сіз 5 уақыт намаз оқысаңыз, тарихатқа өткенде сіз жаңағы нафилі намаздар бар, оның бәрін оқисыз. Ол уақытта шарттар ауырлайды да. Не үшін деген кезде жаңағы ол әулиелерге, руханиятқа түскен мұсылмандарға қойылатын талаптар да. Ол жолға сіз өз қалауыңызбен барасыз, өз еркіңізбен барасыз. Сол себептен бұл сопылық ілім таңдаулардың жолы. Таңдаулы адамдар ғана салады, мыңның бір ғана сопылық жолға салады да. Жамали, камали деген категориялар бар. Екінің бір жаңағы сопылық санамайды. Сол себептен жаңағы Диван-ы Хикмет өз-өзін ақтады ма деген кезде тарихи миссиясын орындаған Диван-ы Хикмет. Ал енді қазіргі таңда бұны қалай жандандыру деген кезде қазіргі таңда Диван-ы Хикметті тегі сырды, даналықты кілт болып аша алатын бізде тұлғалар өте аз. Қазір діни уағызшылар ақпаратты көп айтады, бірақ мәселенің жаңағы халықтың жүрегіне жеткізуіне келген кезде кодын білмейді. Мен осыдан бірнеше ай бұрын жаңағы бір мақала жаздым. Сонда мына қазақта діл деген сөз бар. Діл деген бұл сол мәдәр ілімі болып саналады. Махамбеттің өлеңі бар. Күн нұрындай сәуле жоқ, күндіз барда түнде жоқ, ай нұрындай сәуле жоқ, түнде барда күндіз жоқ, мұсылманшылық кімде жоқ, тілде барда ділде жоқ дейді. Діл ілім деген бұл даналық, сыр ілім. Діл ілімін игерген адамдар солар ділмәр деп айтқан. Жаңағы ділмәр деген ол руханиятпен байланыса отырып, руханияттағы күштердің жетектеуімен бір нақты бір нәрсеге шешім жазуда әсер ету. Бізде қазір уағызшылар көп, жалпы уағыз айтады да. Оның уағызының біреуге пайдасы болуы мүмкін, біреуге пайдасы болмауы мүмкін да. Ал енді діл ілімін игергендер, олар жыртыққа жамау, дертке шипа болады. Қышыған жерді дәл барып қасиды да, діл ілімін игергендер. Қазіргі уақыттағы біздегі үлкен бір дағдарыс, тоқырау, мұсылманшылық тілімізде бар, ділімізде жоқ. Руханиятпен уағыз айтып жүрген адамдардың бәрімен руханияттағы адамдар деп айта алмайсың. Әрине, кешегі күнімізге қарағанда альхамдулилля көп нәрсе оңынан болып келе жатыр. Енді алдағы уақыттағы біздің діндарларымызға қойылатын талап ол сол діл ілімін игеру, руханиятпен байланысқа шығу. Шын мәнінде жаңағы тақуалыққа иек арту, алдағы міндет негізі сол болады деп ойлаймын. Осы жолда Қожа Ахмет Яссауидің ілімі, жалпы сопылық еңбектер бізге шамшырақ, жол көрсетуші шамшырақ болады деп ойлаймын. Диван-ы Хикмет ілімі ол енді кешегі 100 жыл болды, тоқырау заман болды ғой, былай қарасақ. Енді ғана басымыз көтеріп жатырмыз. Және 30 жылда енді ғана шариғатты білдік та. Енді ғана сол тарихатқа қарай немесе сол ихсанға қарай жалпы қоғамда бар енді ишараттар бар да. Ендеше Хикметтің, Диван-ы Хикметтің уақыты енді туып келе жатыр деп өз басым ойлаймын да. Енді туып келе жатыр. Енді әрине, бірақ дей тұрсақ та ол жаңағы мәдәр жолында жүргендер рижалы ғайыптар әрқашанда ол бола береді. Мысалы совет уақыттың өзінде Әбу Бәкір Қара деген Түркістанда Қара сол рижалы ғайыптардан болған кісілер өткен. Олар да сол бабаның, сол кісілер әр уақытта олар бізден бір құпия түрде Диван-ы Хикметін әр уақытта да, әр заманда да пайдаланып кете береді. Міндетті түрде бүкіл халықтың барлығы Диван-ы Хикметті отырып оқуы шарт емес та. Бұлар белгілі бір академияның деңгейінде жететін жаңағы бір ғылым секілді өзінің оқитын кісілері бар, баса солар оқып халыққа өзінің ары қарай жемісін беріп еді деген ойдамын. Жақсы, рахмет үлкен сіздерге осындай келіп сұхбат бергендеріңізге. Ендеше осылай хикметімізді түсініп, салт дәстүріміздің қадіріне жетейік. Сау саламат болыңыздар, құрметті көрермен.